қазіргі білім жүйесінде сіздерді қатты алаңдататын мәселе? Біреудің ойын көшірудің заңға қайшы екендігін, моральға қайшы екендігін түсіну керек. Жемқорлықтан бас тарту керек, мүлдем 100%. Еңбек министрлігімен байланыста боласыздар ма? Міндетті түрде, конечно. Егер мына Абай атындағы университетті бітіріп жатсаңдар, мынандай диплом аласыздар. Біздің ең басты жарнамамыз ол біздің түлектеріміз, олардың өмірде жеткен жетістіктері. Рахмет. Амансыздар ма? Біз енді қайырлы кеш дейміз. Бүгін түсіріліміміз яғни кешке болып жатыр. Бізде міне 81 подкасттың кезекті түсірілімі, кезекті шығарылымы. Біраз уақыт сіздермен қауышпадық. Енді жаңа оқу жылы құтты болсын барша әріптестерімізге, ұстаздарымызға. Биыл енді міне осы бір подкастымызды енді бәріміз мына орта буын, жоғары буын деп қазір айтып жатырмыз ғой. Министрлігімізде 2 бөлініп кетті. Енді осы тарапта біз бүгін жоғарғы буынымен әңгімелесейік деп отырмыз. Бүгін бізде бір сондай қонақтар, бір емес 2 қонақ шақырып отырмын. Ол кісілермен таныстыра кетейін. Бүгін бізде қонақта еліміздің қара шаңырағы, сондай бір педагогика саласындағы ең үздік университеттердің бір емес бірегейлері келіп отыр. Сол университеттердің ректорлары, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ректоры Дархан Нұрланұлы, сонымен қатар Қыздар атындағы ұлттық педагогикалық университетінің ректоры Гүлмира Әмірханқызы. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Амансыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Жақсысыздар ма? Келе жатқан ұстаздар мерекесі құтты болсын. Сізді де құттықтаймыз. Мен таң қалып жатырмын да, жалпы. Білесіздер, мен бір ерекшелік айта кетейінші осы тұста. Осы камера қарап айтайыншы. Мен өзім бұл кісілерге тәнті болып отырмын. Неге дейсіздер ғой? Мен осы подкастқа осы ректор Абай мен ағайымыз шақыратын кезде тікелей өздерімен сөйлестім. Ешқандай көмекшін телефон берген жоқ маған. Өздеріне шығып, өздері жауап беріп, сондай жылы қабылдады. Мен соған қатты қуанып отырмын. Өйткені енді білмеймін, бұрын деген ол ректорлермен сөйлесу деген енді көмекшісін алып оған жазылып жатамыз, бірақ дегенмен де бір сондай өзгерістің бары нышаны байқалады. Сондықтан сіздерге бір ерекше алғыс айтқым келеді. Өздеріңізбен сөйлесіп, жеке айтып, WhatsApp-тан жазысып, бір әңгімелесіп, бір осы бір дүниеге келдік. Енді сіздер жайлы біраз ақпарат бере кетсем. Гүлмира Әмірханқызы Қыздар ұлттық педагогика университетінің басқарма төрағасы, төрайым емес, жаңа айтып отқанда төрағасы екен. Сонымен қатар соның ректоры. Сіз мынау Ұлыбритания Кембридж университетінде білім алған екенсіз. Сонымен қатар Қазақстан мектептерінің мұғалімдерінің көшбасшылығын дамыту бойынша тақырып қорғағансыз, ғылыми жобаңыз. Осы тақырыпта. Енді Дархан Нұрланұлы доктор, PG докторы, Абай атындағы ұлттық педагогика университетінің басқарма төрағасы, ректоры деп биыл қосқан екен. Сонымен қатар ақш-та білім алғасыз, Northwestern University, Пенсильвания мемлекеттік университеті. Дұрыс қой? Өте дұрыс. Өте дұрыс айтып жатырмын ба? Сондықтан осындай шетелде оқып келген ректор ханыммен, ректор мырзамен бүгін сұхбат болғалы жатыр. Қош келдіңіздер. Жалпы, енді ақпарат толық болмай жатса айта жатарсыздар, сөйлесе жатармыз. Осы бір мынау енді қазір енді жоғарғы білім министрі болды ғой, жалпы. Сол Саясат Нұрбек мырзамен мен сұхбат жасағам. Сол кезде ол кісі айтқан, білмеймін енді ол пікір қазір қаншалықты рас болатын, мүмкін қосылатын, қосылмайтын. Бұрынғы ректорларды өзінің лифттері болатын дейтін. Сізде лифттер бар ма өздеріңіздің жеке? Біздің лифтіміз енді біздің біліміміз ғой. Біздің лифтіміз. Сізде өзіңіз лифтіңіз жоқ шығар, бөлек кіріп шығатын кабинетіңізге? Менде лифт жоқ, менде бөлмеміз 1-ші этажда орналасқан. Енді басқа лифт туралы айтатын болсақ, тура Дархан Нұрлан айтқандай, біздің лифтіміз тек біліміміз, халықтың сенімі, басқа. Кешіріңіз, мен ауыспалы метафора айтып жатсыздар ғой. Жақсы, рахмет. Енді жақсы, біз енді бірінші сұрағымызды мынадан бастайыншы.
қазір білесіздер, енді қоғам деген резонанс болып жатыр, әсіресе енді биыл шүкір деп айтайық, ол грант саны көбейді. Грант саны көбейді, тегін оқитын студенттер саны көбейіп жатыр. Бірақ дегенмен де осы қоғамдағы қазір соңында көтеріліп жатқан бір сұрақтардың бірі жатақхана мәселесі. Осы жатақхана мәселесі сіздердің жоғары оқу орындарында қалай шешіліп жатыр? Шешімін тапты ма? Осыдан бастайықшы әңгімемізді. Өте енді күрделі мәселені қозғап жатырсыз. Иә. Бірден осы сұраққа жауап беріп кетейік, өйткені бәрі осы сұрайды бірінші қазір. Иә, бірақ сұрақ өте орнында. Қазіргі кезде енді Алматы қаласы бойынша әсіресе енді осындай енді айтарлықтай үлкен мәселе ол Алматы мен Нұр-Сұлтан қалаларында. Алматы қаласы бойынша енді 43 мың орын жетіспейді дейді. 43 мың орын. Бірақ енді әр университеттің енді белгілі бір потребности бар, белгілі бір тапшы, орын тапшылығы бар. Енді біздің университет бойынша енді біз әрекет жасап жатырмыз. Енді жатақхана толықтай қамтамасыз еттік деп айтуға болмайды. Қазіргі кезде енді біз бірінші курс студенттеріміз әсіресе енді бакалавриат бағдарламалары бойынша осы биыл түскен студенттердің саны 3 мыңға жуық. 3 мыңға жуық, тек қана бакалавриат бағдарламалары бойынша. Енді биыл біздің енді өзіміздің жатақханаларының қалай мощности, проектный мощности 2110 орын. Енді негізгі былай қарағанда енді бірінші курс студенттердің басым бөлігін біз қамтамасыз еттік. Оған қоса біз қол жайып отырмаймыз ғой, осыншама енді біздің өзіміздің бір жатақханаларымыз бар, 5 жатақхана бар. Оған қоса біз бүкіл қаланы аралап осындай жалға алатын жатақханаларды таптық. Қазіргі кезде 1000-нан астам қосымша орын таптық. Және бір жақсы жаңалық деп айтуға болады ма, мен кеше ғана осындай меморандумға қол қойдым. Қаланың сыртында бір инвестор келіп жатыр, 2000 орынға жатақхана салайын деп жатыр. Қаланың ішінде ме? Қаланың ішінде, Орын алдыңыздар, тауып қойдыңыздар? Жоқ, ол кісілердің өздерінің жері бар. Ең күрделі мәселе. Және ол салып сіздердің меншігіңізге өткізіп бере ма, или қалай болады? Жоқ, ол белгілі бір мемлекеттік бағдарлама бар. Гүлмира ханым жақсы біледі. Ол бағдарлама бойынша енді ол государственно-частное партнерство, мемлекеттік жекеменшік бірегей ынтымақтастық жөнінде арқылы ынтымақтастық тетіктер жөнінде жатақхана салуға болады. Ол жатақхана инвестор келіп осы жатақхана салайын десе, оған үкімет 8 немесе 6 жыл бойы қаржыландырады. Ана per capita енді на койко место, per capita формула бойынша ай сайын әр студентке қаражат бөлініп отырады. Тіпті ана каникул кезінде студент тұрмаса да сол студентке әрбір мемлекет төлеп отырады. Сондықтан өте керемет бағдарлама, жақсы енді бір бастама. Біз енді ол қашанға бітеді деп жоспарлап отыр немесе? Енді оны қазіргі кезде өздеріңіз білесіз, енді сип панели деген бар, басқа да бар, каркасный деген бар, технологиялар өте жақсы дамыған, қысқа мерзім уақытта тез. Енді олардың жоспар бойынша енді жаңа жылға дейін салайын деп жатыр осы жатақхана. Оған қоса енді бізде бір аудиторлық енді корпусымыз бар. Ол корпусы бұрын ол жатақхана болды. Кейін корпусқа ауыстырылды. Енді қазіргі кезде біз оны реконструкцияны жасап, тағы 500 орын істейміз деген үміттеміз.
Керемет. Сондықтан енді көрдіңіз ба, ол проблема бар, ол мәселе бар, ол мәселе министрлік тарапынан үлкен көмек жасалып жатыр, акимат жағынан да үлкен енді назар бөлініп жатыр. Сондықтан енді былай біз үлкен қолдау көріп жатырмыз, университеттер. Енді ол мәселені шешетін боламыз, ол мәселе жоқ емес, бар. Бірақ өзі деңгеймен әсте деген сияқты шешіледі деп ойлайсыз. Орта мерзімде шешуге болады. Жақсы екен, мұны жатақхана салып беру деген сияқты. Жалпы сіздерде қалай болып жатыр, Гүлмира ханым? Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде биыл 2700 студентті қабылдадық. Сіздерде 2700 бакалавр? Өте жақсы, биыл гранттар бөлінді, шексіз алғыстарымыз мемлекет басшылығына. Осындай 2700 студент қабылдадық. Сол орынға біз толығымен бірінші курстарымызды жатқыздық. Қосымша енді өкінішке орай 2-ші, 3-ші, 4-ші курстың арасында тек қана әлеуметтік жағдайына ғана байланысты қыздарды кіргіздік. Енді қазір университетіміз енді өз ерекшелігі бар, қыз балаларды оқытып тәрбиелеп отырғандықтан оларды қатталысқа жібере алмаймыз. Қаланың сыртында жаңағыдай жатақхана салу мәселесін қарастыра алмаймыз. Сол себептен өзіміздің кампусымызда ұзақ жылдар бойы тұрған әбден ескірген өзіміздің асханамыз бар еді. Соның орнында қазір жаңа жатақхана асханасымен бірге салуды жоспарлап отырмыз, 1100 орынға. Сол жобаға енді қолдар қойылды, инвесторлар табылды, осы күзге қарай құрылыс жұмыстары басталады кампустың ортасында. Ол жаңа қанша орындық болады сонда? 1100 орынға қосымша. Сонда енді келешекте қорықпастан бір 3000-ның 4000-ның айналасында студенттерді өзіміздің кампусымызға жатқызуға мүмкіндігіміз болады деген ойымыз бар. Бірақ енді Дархан Нұрлан айтқандай, бізде керісінше оқу корпустары жетпей жатыр. Себебі енді студенттердің саны асқан сайын бізге жадай оқу корпустарында қамтамасыз ету керек. Сол бағытта да жұмыстар жасалып жатыр. Бірнеше бос қалған өзіміздің университетіміздің айналасында ғимараттарды қарастырып, қазір соған біраз қаржылық көмек іздеп жатырмыз. Инвесторлар табылса, мүмкін сол ғимараттарды реставрациядан өткізіп, өзіміздің жадай университетімізге қабыл етсек деген сондай бір жоспарларымыз бар. Керемет. Анау жақында бір не шықты ғой, мынау Инстаграмда. Бір Астанада енді бір жоғары оқу орны, жертөле дейміз, подвалда оқып жатқанымыз шықты да. Онда жоқ шығар деп ойлаймын бізде енді. Өткен жолы әлеуметтік желілерде айтты, біздің қыздар университетінде қыздар жертөледе өмір сүріп жатыр деп жатақханаларда. Өкінішке орай, олар әрине әлеуметтік желіде адамдар көбісі бір нәрсені көрмейді, дұрыстап жеткізбей, ақпаратты анықтамай, сондай жалған ақпараттар тарататыны өкінішті да. Біз ешқашан қыздарымызды жертөлеге ешқашан жатқызған емеспіз, жатқызбаймыз да. Бірақ халықтың сөзінің расы бар, бізде 7 жатақханамыздың 5-еуі біраз тозған. Жыл сайын енді өзінің капиталды жүйелі түрде ремонттар жасалып тұрады, бірақ дегенмен де едәуір үлкен ремонт жасалу керек. Соның ішінде бізде нөмір 3 жатақханамыз бар. Біраз тиктокқа шығып, атағымыз шығып жатыр да, оны да біз біліп естіп отырмыз. Қыздарымыз да білет жағдайды оңай емес екендігін. Ол жерде бізде қазір енді шомылатын жерменен дәретханалар бар. Соларды тәртіпке келтіруіміз керекпіз. Бірақ одан бөлек қосымша осы мемлекеттік бағдарлама арқылы реконструкция жасау жоспарымызда бар. Толығымен жатақхананы капиталды ремонтқа қою керек. Оған өзіңіз биыл көріп отырсыз, жағдай өте қиын болып жатыр қалада. Мына көшу мәселесі бар, қымбаттау мәселесі бар. Жағдайдан кейін. Сол себептен 400 қызымды қазір мен далаға жібере алмаймын. Жатақхананы жауып тастап капиталды ремонтқа. Сол себептен қазір енді осы оқу жылында ішіндегі ремонтымды жүйелі түрде реттеп беріп, одан кейін жазға қарай капиталды ремонтқа жапсақ деген жоспарларымыз бар. Керемет, жақсы. Енді әрине дұрыс айтасыздар, келісем, кейде енді біз болып жатады ғой, бір жағдай кемшілік шығып жатады. Мысалға, бір хайп қойған заманда біреулер сол моменттаны түсіріп алып, салып алып, ойбай деп әлемге жасалып жатамыз. Енді дұрыс. Енді бұл жердегі жаңағыдай тағы да айта кетерлік нәрсе, бүгін мына қазір келе жатып мен мынау Ирина Смирнова деген бір депутат ханым бар, соның постын оқып жатырмын. Сонда енді ол кісі де дұрыс айтып жатыр. Биыл былтырға қарағанда грант саны көп болып, студенттер көп келді деп жатыр да. Ол енді әрине студент көп келді деген сөз, жататын орынның саны енді оған жабдықталмаған, оны ешкім ойлаған жоқ, грант көп болады деп енді дұрыс айтып жатырсыздар. Бәлкім болашақта барлығы қамтамасыз етілер. Енді ол болашақтың жоспары ғой. Рахмет жауаптарыңызға. Біз енді оқу ағарту министріміз, сіздер жоғары оқу және ғылым министрі болып бөліндік биылдан бастап. Енді сіздер былайша айтқанда бөлек шықтық, бізде бөлек шықтық. Енді осы тұста
сіздерде бір қандай өзгерістер болып жатыр жоғары ғылым министрі болып, немесе қандай мүмкіндіктердің терезесі ашылды? Осы тұста сіздердің пікірлеріңіз өте бір қызық болып тұр бізге. Иә, тынысымыз ешқашан тар болған емес, мен ойлаймын. Бізде екі министрлікпен де тығыз жұмыс жасаудамыз, себебі өзіміздің арнайы миссиямыз бар, педагогикалық университет болғандықтан, оның үстіне ұлттық университеттеріміз, елімізде тек 2 ғана ұлттық педагогикалық университеті бар, сол себептен жауапкершілік өте үлкен бізде. Сол жауапкершілікті ары қарай да абыроймен алып жүреміз деген ойдамыз. Біріншіден бізге ғылым бағытын дамыту керек, ол жағынан үлкен қолдау көріп жатырмыз қазір. Саясат Нұрбекұлының тарапынан, жалпы министрліктің тарапынан жатақхана мәселесі де, ғылым мәселесі де, біздің университеттерімізде еңбек етіп жатқан профессор оқытушы құрамымыздың қоғамдағы рөлін арттыру бойынша да, жалпы ғылымда жүрген азаматтар мен азаматшалардың жағдай статусын қоғамдағы арттыру бойынша үлкен жоспарлар жасалып жатыр. Сол жоспарларды іске асыруда мен ойлаймын, міндетті түрде біз ерекше бір рөл атқаратын боламыз. Екінші бағытымыз ол сіздерге, яғни орта мектептерге, балабақшаларға, жалпы орта білімге мықты мамандар дайындау. Ол бағытта енді тікелей оқу ағарту министрлігімен жұмыс жасап жатырмыз. Яғни ол жұмысты да ары қарай бір жалғастыратын боламыз. Сол себептен бір жағынан ғылым, бір жағынан жаңағыдай білім демекші, екеуін де қатар алып жүруіміз керекпіз. Сол себептен мен ойлаймын, бізге ешқандай да тынысымыз тарылған жоқ, қайта кеңейіп жатыр. Екі жақтан да сапалы қолдау алып, соны ары қарай да іске асыруға мүмкіндігіміз болады деп ойлаймын. Гүлмира ханым өте дұрыс айтты. Жоғары білім беру секторы мен орта білім беру, кәсіптік білім беру мектепке дейінгі секторымен жақсы байланыс болу керек. Ол міндетті түрде, ол қандай да ведомстволық принадлежности болса да, біз бірге жұмыс істеп жатырмыз. Мектептермен біз бірге өте тығыз байланыстамыз, тығыз жұмыс істеп жатырмыз. Сіз өзіңіз білетіндей, біз мен мысалы енді жұма күні мектеп күні деп айтам, мектеппен байланыста жүрміз. Мектепке айына бір-екі рет бір мектепке баруға тырысамын. Сіздің мектебіңізге барып келдім. Енді өткен апта мен Абай атындағы интернет мектебіне барып келдім. Осындай енді түрлі мектептермен кездесіп, мектебінде не болып жатқанын білу керек. Біз енді педагогикалық университет болғандықтан біздің тығыз байланыс, өте дұрыс айттыңыз. Енді біз мысалы тікелей көмек, қолдау көрсетеміз мектептерге. Біздің мысалы Абай университетінде біз университеттің стратегиясына осындай вовлеченный университет деген, белсенділік танытқан университет бір біздің бағытымыз. Сол енді белсенділік танытқан университет дегеніміз не? Ол мектептермен тығыз байланыста болып жүріп, бірге жұмыс жасап, енді біріншіден қалалық мектептермен, екіншіден енді бүкіл орта білім беру саласына, жалпы мектеп білім беруге өзіміздің үлесіміз қосу. Ғылым жағынан болсын, әдістемелік жағынан болсын, тікелей енді жұмыс арқылы болсын. Әр оқытушы мысалы, ол мектепке барып 30 сағаты бар, жылына 30 сағат жұмыс істей алады. Мектепте тікелей жаңағыдай. Біздің енді әр мұғалім емес, енді кейбір осындай енді ең белсенді, ең күшті, ең мықты әдістемелік жағынан ең мықты біздің оқушыларымызды біз мектептерге жібереміз. 30 сағат олар жылына 30 сағат өткізеді. Олар семинар береді. Тағы біздің енді 10 кафедрамыз бар, мектептерде 10 кафедрамыз бар. Сондықтан енді осындай жұмыстарды одан әрі жалғастырамыз және кеңейтеміз деп ойлаймын. Рахмет, керемет. Сонда енді бәрібір дегенмен де енді жоғарғы білім болғанмен де бәрібір жасап жатқанымыз бір деп айтып жатырсыздар ғой. Рахмет, керемет. Мен өзім Гүлмира ханым осы Дархан мырза мектепке келгенге де таңғалдым. Менің мектебе ректор келді деп өзі қуанғам, келіп екеуміз отырып сонда мектептерді аралап көріп, шын мәнісінде біраз әңгімелесіп, енді өздеріңіз осындай жобаны қолға алып жатырсыздар ғой. Біріншіден ол не дейді,
біз шынымен де осындай жаңағыдай бір-бірімізге тығыз байланысып отырып мәселемізді бірлесіп шешсек, біз алмайтын қамал, бұзылмайтын белес қалмайды деп ойлаймын. Сондықтан жұмысымыз ортақ қой. Миссиямыз ортақ. Енді бұл кісілер енді биязылықты, жаңа қыздың ұлттық тәрбиесі өзі керемет дүниелерді жасап жатыр ғой. Рахмет. Енді мынау бәрібір де мынау кеше мына Инстаграмда қарап шықтым. Сонда қазір жоғары білім министрінің өзінің Инстаграмы бар, оқу орнының өзінің Инстаграмы бар. Сонда мына бір ақпаратты оқыдым да. Жоғары және оқу орнына кейінгі білім беру бағдарламасына тізіміне пәнаралық сипаттағы 2952 және 279 инновациялық бағдарлама енгізілді дейді. Енді осы тұста мынаны айтқым келеді. Мәселен, біз орта біліміз ғой жалпы да. Бізде енді ондай мүмкіндік жоқ оқу бағдарламасын бір өзгерту деген сияқты. Сіздерде биылдан бастап сондай мүмкіндік болып жатыр. Яғни еңбек нарығына байланысты сіздер өздеріңіздің пәндеріңізді кеше мынау бұрынғы енді біздің бір министріміз Асхат Аймауытов айтқан болатын. Яғни 30%-ға өзгертуге болады деді оқу бағдарламасын. Енді осы тұста қазір енді астан-кестен мамандық өзгеріп жатыр. Қабілет өзгеріп жатыр. Сіздердің оқу бағдарламаларыңызда қандай өзгерістер орын алып жатыр? Жақсы, Гүлмира ханым. Бізде негізі ең басты критерий оқу бағдарламаларын жасаған кезде ол жұмыс берушілермен бірге отырып бағдарламаларды қайта қарау. Осы тұста айтайыншы, сіздер еңбек министрлігімен байланысты боласыздар ма? Мысалы, осы қайықтан аласыздар осы статистиканы, сіздерге мынанша керек деген сияқты маман еңбек нарығына қалай оны бағыттайсыздар? Ондай ақпаратты әдетте өзіміздің басқарушы министрлігіміз жауап береді, ондай бағыттар бойынша бізге бағыттап отыратын. Сіздердің өздеріңіздің. Бірақ негізінде арнайы ұйымдар бар, мысалы соның ішінде Білім Инвест сияқты да осындай жұмыс берушілердің, яғни мектеп басшылары бар өзіңіз сияқты да, балабақшалардың басшылары бар, солар кіретін үлкен бір ассоциациялар бар да, оның ішінде жеке мектептердің, балабақшалардың ассоциациясы бар, мемлекеттік ұйымдар бар, солардың бізде үлкен бір пулы бар. Сол пулдың ішінде бізде жыл сайын осындай жаңа бағдарламалар жасалған кезде онлайн форматта жан-жақтан Қазақстанның түкпір-түкпірінен әріптестер қосылады, сол жерде талқыға салынады. Ешқандай бағдарламаны біз арнайы өзінің жүйесі бар, министрліктің жаңа бағдарламаны салатын. Ол жерге міндетті критерийлердің бірі ол жұмыс берушінің жаңағыдай кері байланысы. Ең жоғарғы критерий жұмыс беруші. Егер жұмыс берушінің кері байланысы болмаса осы аталмыш бағдарламаға, онда біз оны жүйеге салуға құқығымыз жоқ. Соға дейін біз яғни көп жұмыс жасалады. Бірсібен айтқан кезде әдетте сәуір айында біз жаңа бағдарламаларымызды арналған арнайы жүйеге саламыз. Оған дейін біз жұмысты айталық осы қазан айынан бастап іске асыра бастаймыз. Жоқ, сонда жүйеге салу дегенде қалай? Ол сіздер жаңа ол кейін арнайы онлайн платформа. Реестр бар. Соған тіркейсіздер, олар кейін қарайды сонда, иә? Арнайы онлайн платформаға саламыз, ЕСУВ дейді орысша айтқанда. Соның ішіне салып, біз жаңағыдай бағдарлама министрлікпен бекітілді деп келіскеннен кейін, біз оны келесі жылдан бастап айталық оқыта аламыз. Бірақ ұсынысты сіздер саласыздар? Ұсынысты біз жұмыс берушілердің кері байланысынан шығады. Есепке ала отырып, содан кейін ғана жаңағы платформаға саламыз. Оған дейін ол платформа қабылдамайды, егер бізде жұмыс берушілердің кері байланысы болмаса бағдарламаға. Сонда биыл министрлікте өткен жылдан бастап үлкен бағдарлама басталды. Ол Финляндияның Хама Яма деген екі үлкен алдыңғы қатарлы педагогикалық бағыттағы университеттер бар. Одан қалса Назарбаев университеті бар. Одан кейін біздің мемлекетімізде бір 20 шақты педагогикалық бағыт бойынша білім беретін университеттер бар. Солардан үлкен бір жұмыс тобы құрылды. Өткен жылдан бастап бір әжептәуір үлкен санда бір 10 шақты деймін семинарлар өтті. Нұр-Сұлтан қаласында, өздерінің университеттерінде, өзім де жеке қатыстым. Айталық біздің университетіміз 2 магистрлік бағдарламаны жасап жатырмыз. Оның біреуі мектеп директорлеріне арналған бағдарлама, ал біреуі білім беру саласындағы зерттеушілерге арналған магистрлік бағдарламалар. Мектеп директорлары деген ұзап кетті деп қойшы. Екеуі де біз жауаптымыз. Жаңағыдай аталмыш бағдарламаларға өзім атсалысып, қарап, Финляндиядағы әріптестермен, Назарбаев университетіндегі әріптестермен келісімге келіп, ішіндегі бағыттардың барлығын халықаралық стандарттарға сәйкестендірдік. Ендігі сәтте жаңағы проекттің аясында, яғни біз биыл бастаймыз деп жоспарлағанбыз бағдарламаларды қабылдауды, бірақ оған әзірге проекттегі әріптестер айтып жатыр, келісімшарт бойынша бірінші біз оқытуымыз керекпіз профессорларыңызды.
содан кейін жаңағы сабақ беретін да аталмыш курстар бойынша, содан кейін ғана сіздер келесі жылдан бастай аласыздар деген бізге сондай өкінішке орай лимиттер қойды. Сол себептен біз енді 23-ші жылы бастаймыз деп отырмыз, бірақ қазір профессорлық оқытушылық құрамымызды сол әрбір курсты оқитын дайындап жатырмыз. Іске сәтті іске ассын дейші. Жаңағы директорлық магистр деген ол қалай болады сонда? Бір формат. Сізге айтайын, сіз де тапсыра аласыз. Бірақ енді көп жағдайда қыз балаларды оқытып жатырмыз да, соған біз жоспарлап отырмыз. Егер магистрлық бағдарламаны 23-ші жылы шығарсақ, мүмкін жағдай Финляндияның не өзіміздің алдыңғы қатарлы университеттерімізбен 2 дипломдық бағдарлама қылып шығарып, сіздер сияқты мектеп басшыларына ер азамат болсын, әйел заты болсын, бәрін бірдей оқытамыз деген жоспарымыз бар. Сол себептен ол мерзімі қанша болады? 23-ші жылы 2 жылдық бағдарлама. Иә, бірақ оны біз жоспарлап отырмыз. Шетелдегідей жағы MAD дейді, MSc деген бағыт бар да, біреуі Master of Education, біреуі Master of Sciences мысалы да. Master of Education болатын болса, онда сіз жұмыс істеп жүріп бағдарламаны оқи аласыз магистрлық. Ол жерде жұмыс істеу өте маңызды, себебі сіз жаңа курстың аясында мысалы іс-әрекеттегі зерттеу жасайтын болсаңыз, ғылыми жаңа не деген сияқты ғылыми бағыт пен ана практикалық. Практикалық бағыт. Практикалық бағыт болса, сіз мектепте жұмыс жасауыңыз өте маңызды, себебі сізге жаңа курстың аясында тапсырмалар беріледі, сол тапсырманы орындау арқылы сіз жаңа магистрлық дәрежеңізді қорғайсыз. Керемет. Іске асып кетсін. Екіншісі барлық директорлерге деп шапалақ ұрып біз бәріміз бар ғой. Жақсы. Бірақ бұл бағдарлама тек директорлерге ғана емес, сонымен қатар мысалы директордың қасында орынбасары бар. Одан қалса жағдай мына сіздерде кафедралар бар, өздеріңіздің шағын әдістемелік бірлестіктеріңіз, солардың басшылары болар мысалы, немесе тәжірибелі ұстаздар бар, бойларында мықты көшбасшылық, не менеджменттік қасиеттері бар, немесе жалпы өздерін жақсы көрсеткен, басқара алады деген сол кісілердің барлығын жіберуге мүмкіндік болады. Енді өте керемет екен. Енді бұл жерде мынау менеджмент саласына икемдеп жасаса мүлдем керемет дүние. Қандай жақсы. Жобаларыңыз іске ассын, сәттілік тілейміз. Рахмет. Өте керемет, және енді Гүлмира Әмірханқызы басқарған енді осы бағдарламаны енді біз мысалы енді Гүлмира Әмірхан сіз жөнінде білмеймін, бірақ мен өзім мысалы магистратура бағдарлама мен енді тікелей білім беру саласындағы менеджмент жөнінде болды, мысалы магистратурам. Оны біздің енді Қазақстанда әлі осындай енді бағдарлама болған жоқ. Сол кезде мен бардым, білім алдым. Сол маған жаңағы Пенсильванияда ма? Жоқ, Нортвестернде, Чикаго қаласында Нортвестерн деген. Осы менеджмент саласының магистратурасы. Жоғары білім беру саласындағы менеджмент. Бізде осындай бағдарлама әлі болған жоқ. Енді қазір кезде Құдай қаласа енді енгізетін болады. Ол негізгі біз қазір көріп тұрмыз, мысалы сіз директорсыз, мектептің директоры. Енді мен бала кезімде мектептің директорын елестетші деп айтса, мен басқа бір кісіні, мүлдем басқа бір кісіні. Бізде дұрыс айтасыз. Енді жас подкастты білетін, ана технологияны білетін, бүкіл енді әлеуметтік желілерде осындай белсенді түрде өзін көрсете алатын, осындай енді байланыста балалармен, ата-аналармен, мысалы басқа директорлармен болатын. Енді қазіргі уақыт басқаша. Қазіргі уақыт негізгі енді директордан, ректордан белгілі бір білім талап етеді, және белгілі бір енді умение, навыки, дағдыларды soft skills, hard skills деп айтып отырмыз енді. Сондықтан оны қалыптасу үшін белгілі бағдарламалар керек. Магистратура ең жақсы. Мысалы мен магистратурада оқығанда мен тек кешкі 6-дан бастап 9-ға дейін бізде сабақ болды. Демек, жұмыс істейтін адамдар оған жұмыс істеп білім ала алады. Енді сіздің сауалыңызға жауап ұсынатын болсам, біздің университетте мен енді бір үлкен мәселе болды. Қазіргі кезде де көптеген сын тыңдаймыз, естиміз. Өте көп. Түлектер, университеттің түлектер еңбек нарығына сай келмейді, жұмыс берушілердің көңілі қалады деген. Біз соған біліктілік жетпей жатыр деп жатырмыз ғой. Біліктілік жетпей жатыр, бірақ ол біліктілікке байланысты емес кей кездерде. Кей кездерде ол
білім беру мазмұнына байланысты. Жаңа бағдарлама оқу бағдарламасы. Бағдарламаға байланысты. Енді әр ректор біледі, бірінші ол бағдарлама, бағдарламадан уже енді бағдарламаны қарасақ, мен бір үлкен бір біздің академиялық мәселелер жөнінде қызметкерлерге үлкен бір тапсырма бердім. Мен солай деп айттым. Университетте бізде бір проблема бар, бізде мысалы ғылыми математика бар, ғылыми физика бар. Сонда біз келешек математика мұғаліміне ана 3-4 дисциплина матанализден береміз. Жоғары деңгейде матанализ. Ол кісі ертең мектепке барып, ол матанализ бермейді ғой балаларға. Ол не береді? Ол сложение, вычитание, кейін логарифмға жетеді. Интеграл ары кетсе. Интеграл ары кетсе, дұрыс айтасыз. Сондықтан ол кісі негізгі енді мұғалімнің қалай мақсаты, ол өз білім, мектептің білім беру бағдарламаны жақсы білу. Жақсы білу. Бұл ғылыми математика емес. Мысалы үшін, математика алсақ, ол 8-ші сыныптағы математиканың барлық тапсырманы қалай шығаруға болады, барлық есептерін қалай шығаруға болады, білу керек, егжей-тегжейлі. Бірақ оның қаншалықты оның осындай жоғары деңгейде вышмат керек, ол мәселе үлкен. Сондықтан мен біздің әріптестерімізге осындай тапсырма бердім. Біз биыл бүкіл біздің бағдарламамызды, жоғары университеттің бағдарламасын алдық, және мектептің бағдарламасын алдық. Сонда тақырыптар барлығын сәйкестендірдік. Өйткені біздің енді ең үлкен осы проблеманы шешетін боламыз. Өйткені қазіргі кезде біздің түлегіміз мектепке барып, мектеп бағдарламасын жақсы біледі, және оны қалай оқытуды біледі. Қалай методикасын күшті біледі, бірақ ол мүмкін ол вышматты білмей отырады, ол мектеп деңгейдегі бағдарламаны толықтай бере алады балаларға. Осындай енді бір өзгеріс жасадық, және Гүлмира Армирхан осы дүниежүзілік банк және Фин университеттерімен бірлесіп ұйымдастырған жобаны айтып кетті. Біздің университетімізден енді ең ірі группа 12 адам қатысты, 11 бағдарлама әзірледі. Енді бізде қазіргі кезде осы жыл бізге енді ол бағдарламаларды қалай оқыту керек. Өйткені ол тек қана бағдарлама емес, ол әдіс тәсілдер білу керек. Белсенді оқыту методтарды жақсы білу керек. Бағдарламаның тек осы мазмұны емес, оны қалай, сол мазмұны қалай енгізу керек екен ескертуіміз керек. Сондықтан біз де адамдарды оқытамыз. Және біз енді Гүлмира Амирхан қызы да айтып кетті, басқа университеттерге де осындай курстармен барамыз. Енді Семейде, қазір жақында біздің әріптестеріміз бар. Еліміз басқа өңірлеріне. Ол таратады. Сол білімді олар таратады. Өйткені ол бүкіл Қазақстанда енгізілетін болады. Осы 26 бакалавриат бағдарламасы және 4 енді магистратурада басқа деңгейдер. Әдемі, дұрыс айтасыздар. Енді біздегі мынау көбісін айтатыны орта білім мен жоғары білімнің алшақтығы ғой. Негізгі сіздің де біздің де жасап отқанымыз жаңа ортақ дүние ғой. Мысалға кейде болып жатады, дұрыс айтасыздар. Мынау мектепте бітіріп барған бала университет қабырғасына барады, ол профессор мектепте не болып жатыр, немесе қалай оқытып жатыр, оның несі жоқ. Ол кісілер кейде бір басқа жаңа ғылыми тілдегі бір нәрсе айтып жатса, ол ертеңгі бала еңбек нарығында бәсекеге қабілетсіз болып қалады ғой. Осындай дүниелер сияқты да. Дұрыс айтасыздар. Бәлкім мына дүниелер іске асып жатса, сіздікі іске асып жатса, біз көптеген алшақтықтың арасын бәлкім қысқартатын шығармыз, бір-бірімізге жақындап келіп, бір олқылықтарды шешіп жатармыз. Енді мына жақында бір нені оқыдым да, осы Серікбаев университетінде киберспорт және білім саласындағы геймификация оқу зертханасы ашылыпты. Енді қазір дегенмен педагогика университетісіздер. Бірақ та осы IT саласындағы маманды дайындауда сіздер қандай бір
жаңалықтар болып жатыр. Немесе енді сіздер енді болашақта информатиканы дайындап жатсыздар. Сіздерде информатика бар, мысалы робототехника дейміз. Енді осы салада қандай бір өзгешеліктер бар, немесе қандай зертханаларыңыз бар? Сізді тыңдап отырмын да, Нұрғали мырза, мен біраз ойға салдыңыз. Жай философия ретінде тастағым келіп отыр, осында біраз докторлар жиналып отырмыз, мамандар. Бір сұрақ, өте дұрыс айтасыз, мектеп пен университеттің арасын біз байланыстыруымыз керекпіз, қарым-қатынас тығыз болу керек. Алшақтық ұлғайып кетті, мектептердегі реформалар бізге қарағанда әлдеқайда жылдам жүріп жатыр. Бүкіл қоғам болып бәріміз мектептерге қарай жұмылып күшіміздің барлығын тастап жатырмыз. Бірақ кей кезде ой туындайды да, мына таудан ағады ғой бұлақ. Тау біз болатын болсақ, маман дайындайтында, мүмкін бізге де көңіл бөлу керек шығар қоғам деген сияқты кей кезде сондай бір ойлар туындайды. Қандай керемет мысал. Бірақ сізге айтайын дегенім, мектептермен бірге жүруіміз керекпіз, оныңыз рас. Бірақ біз университеттерміз ғой. Біздің ең басты мақсаттарымыздың бірі ол ғылыми негіздің аясында келешекті бағдарлау, жоспарлау, реформалардың алдында жүру, локомотив болу, бір сөзбен айтқанда да. Бірақ ол әрине мүмкін емес. Біз ана бірікпегенше, мектептердегі жағдайды жақсы түсінген кезде ғана біз оның үстінен жаңа білім жасап, реформаларды алға қарай реформа, трансформация жылжыта аламыз. Ол үшін мықты ғалымдар керек, эмпириканы жасай алатын да, мысалы. Сондай да ойлар туындайды. Сол себептен сіздің айтқаныңыз, жадай мектептегі дүниеден қалмауымыз керек дегеніңіз ол дұрыс. Бірақ дегенмен де мектептің алдына түсіп басып өтуіміз керекпіз ғой. Себебі біз жоғары оқу орындары болғандықтан бағыт-бағдар беретін болуымыз керекпіз. Бірге отырып реформаға болсын, жалпы білім беру саласында, жоғары білім болсын, орта білім болсын, біздің негізгі функциямыз сол сияқты сезіледі. Одан бөлек сіздің сұрағыңызға келетін болсақ, цифрландыру бағыты бойынша осы мына пандемия бастаған кезде өте қиын жағдай болды ғой елде. Бірақ соған қарамастан біраз пайдалы жағын да көрдік. Ол біріншіден зумға үйрендік, қазір қанша жерден алыс отырсақ та мықты профессорлардың лекцияларын тыңдай аламыз зумның арқасында, мысалы. Сол сияқты біздің де университеттерімізге екі маңызды бағытта бағдарламалар, міндетті бағдарламалардың ішіне енгізілді. Ол жаңағыдай цифрлық білім беру бағыты бойынша бір бағдарлама, екіншісі қашықтықтан білім беру бағдарламасы. Олар бізде жаңағыдай базовый бағдарлама, негізгі бағдарламалар дейді ғой, соларға отырғызылды. Сол себептен қазір бізде міндетті түрде оқытылады олардың барлығы. Себебі бір сөзбен айтқанда мына гибридті білім беру өміріміздің бір бөлігіне айналған сияқты. Одан ешқайда кете алмаймыз. Әлем себебі сол жақта. Оған бейімделуіміз керек. Оған бейімделуіміз керек. Мысалы, баяғыда айталық ерекше қажеттілігі бар балалар үйде қалып, сыртта қалып қойып жатса, мысалы, оларға арнайы барып, мұғалімдер үйлеріне барып оқытып жатса, қазір тамаша мүмкіндік, мысалы, шалғайдан отырып білім беруге, немесе ерекше енді қажеттіліктеріне байланысты ғой әрине ол. Немесе ауылды жердегі балалар қалып бара жатыр деп бәріміз дабыл соғып жатырмыз да. Ауылды жердегі балаға қазір қалада отырып мықты мамандар, мысалы, арнайы онлайн платформа арқылы қолдау көрсете аламыз. Сондай да заманға жеттік. Сол себептен мен ойлаймын, цифрлық әлемде өмір сүру, сол бағытта бағдарламалар жасау біздің ең басты мақсаттарымыздың ішіне кірді және де іске асып жатыр. Айтайын деген мысалы. Гүлмира Амирхан пандемия жөнінде айтып кетті. Бір ғана мысалы, бізде пандемия кезінде біз веб-тьютер бағдарламасын аштық. Веб-тьютер ол білім беру бағдарлама емес, ол негізі волонтерлік қозғалыс. Веб-тьютер қазіргі кезде 150-ден астам біздің студентіміз ана шалқай мектептерде, ана әсіресе енді осындай енді жақсы оқымайтын, нашар оқитын балаларға, немесе кейбір жоғары нәтиже көрсетпеген мектептерге осындай көмек көрсетіп жатырмыз. Веб-тьютер ол балалармен бірге ана үй жұмысын талқылайды, түсіндіреді, ана бүкіл енді мектептің қандай материалын түсіндіреді. Сондықтан енді біздің балаларымыз біздің студенттеріміз өте белсенді қатысады. Сол веб-тьютер бағдарламасы. Енді және осындай енді қазіргі кезде осы жаңалық, ол онлайн білім беру деген ұғым пайда болды бізде. Сіздерде қазір жалпы осындай оқуға болады онлайн? Жоқ, мысалы онлайн оқып диплом ала аламыз ба? Жоқ, қазіргі кезде жаңа бастап жатыр. Оған нормативно-правовая база керек еді. Қазір нормативно-правовая база дайын. Сондықтан енді келешекте біз уже осындай бағдарламаны аша аламыз. Белгілі бір лицензия алып, кез келген университет, кез келген жақсы университет осындай енді лицензия алып,
онлайн білім беру бағдарламалары ұсына алады және толықтай онлайн білім алуға болады, диплом алуға болады. Енді оған әрине енді мүмкіндіктер де керек, оған енді оқушылардың білімін арттыру керек, қосымша жұмыстар атқару керек, бірақ осындай мүмкіндік болады. Ал қазіргі кезде смешанный гибрид форматта оқыту ол негізі менің ойымша енді келешек осындай болуы мүмкін. Өйткені өздеріңіз бірнеше мәселелерін қозғалып жатырсыз. Мысалы, жатақхана мәселесін, аудиторлық фонд тапшылық мәселесін. Оның бәрін енді қазіргі кезде емес, бірақ орта перспективада немесе келешекте осы тетіктермен шешуге болады деп ойлаймын. Мысалы, енді сіздер шетелде болдыңыздар ғой, Мира ханым, мысалы, Дархамзада. Енді осы шетелде осы жалпы қай университетте, мысалы, жоғары оқу орнында жаңағыдай қашықтан оқытып алуға болады деп. Оларда жаңа мынау сіз айтып жатсыз, құқықтық нормативті жаңа нелер жасалған деп та. Мысалға келтіріп отырсыз, сондайлар бар ма? Өте қызық сұрақ қойып жатырсыз. Білесіз бе, бір нәрсені анықтап түсініп алуымыз керекпіз. Біз алдыңғы қатарлы университеттер жөнінде айтқан кезде, мысалы, Гарвард дейік, немесе Сингапурдағы, мысалы, Синергия университеті да, көп жағдайда аталмыш ұйымдарда автономия бар ғой. Сізде арнайы жаңағыдай белгілі бір нормативті базалардың аясында көп жағдайда емес, сіз өзіңіздің автономияңыздың аясында, өзіңіздің ішкі жағдай құжаттарыңыздың аясында шешім қабылдайсыз. Енді ұзақ ғасырлық тарихы бар университеттер ғой. Сол себептен өздері біледі, қандай бағдарлама, қандай бағытта, қашан жасайды, оларға регуляция тек қана ол мынау клиенттері, біріспен айтқанда студенттері да, егер оларға ыңғайлы болса, онда олар соған ориентир жасап, жылдам бағдарламаларын бағыттайды. Біз үшін мемлекеттік стандарттар бар, соған біз сәйкес әрекет жасауымыз керекпіз, заңнамалар бар. Жаңа Дархан Нұрлан айтқандай, бізге мына қашықтықтан білім беру бағыты бойынша заңнама дайын. Енді соны біз іске асыратын болса, мемлекет ретінде бәріміз онда лицензияға тапсырамыз. Яғни бізде қазір күндізгі бөлім бар, сонымен қатар бізде жаңағыдай арнайы жаңағыдай қашықтан білім беру технологиясын қолдану арқылы бағдарламаларымыз бар да, баяғыда оларды сырттай білім алатын деп айтатын. Кейін оларды күндізгі бөлімге ауыстырды. Сырттай жоқ шығар қазір. Қазір сырттай жоқ. 80% олардың университетте оқу керек, 20% олар қашықтықтан білім алуға құқықтары бар. Бірақ өткен жылы өздеріңіз жаңалықтардан көрген боларсыздар, бізде біраз дау-дамай болды, студенттеріміз қайтқысы келген жоқ. Мысалы айталық, халық әлі дайын болған жоқ, бірсімен айтқанда, мен сыртта отырып жұмысымды істеп, сабағымды оқып жүре берем деген сондай бір не болды, күту болды да, жалпы. Жаңағыда өзі басқа жұмыс істей беріп, мысалы, жаңағы оқи беремін жүре берем деді. Бір жағынан енді мүмкін ыңғайлы шығар ондай білім алғанда, мысалы, бірақ екінші жағынан сапаға тікелей әсер етеді ғой. Соған байланысты біз биыл мысалы толығымен аталмыш бағдарламаға қабылдауды тоқтаттық. Яғни бізде тек қана 100% күндізгі бөлімде білім алатын студенттер келді бізге. Енді мынау заңнама қабыл етілгеннен кейін біз қашықтықтан білім беру бағдарламасына лицензияға тапсырамыз. Лицензиясын алған жағдайда, егер сапаға, стандарттарға сай келетін болса қойылған, онда міндетті түрде онлайн форматта кем дегенде магистрлық бағдарламаларымызды оқыту жоспарымызда бар. Бірақ дегенмен де оның өзінің талаптары бар ғой, мемлекеттің қоятын, соған сәйкес болуымыз керекпіз. Әрине, дұрыс айтасыздар. Енді олар жаңағы ұзақ тарихы бар жоғары оқу орындары, енді олар бүкіл әлемнің мықты қаймақтарын жинап алады өздеріне. Енді олар жаңағыдай қаражат беріп жатады, кейде ұсыныс айтып жатады. Олардың не дейді, анау икемді болмаса, оған көп кісі бара бермейді. Сондықтан енді олардың несін қойып жатады. Рахмет. Енді біз көпшіліктің жаңағыдай осымен келетін кезде біз сторис салған, осы жоғары оқу орындарында ректорлармен жолығамыз деген кезде біраз сұрақтар келді маған. Мынау деген сияқты. Енді жақсы, рахмет. Біз енді жаңа Дархан Нұрлан жақсы айтып кетті, біліктілік жайлы, сапа жайлы. Осы жақында Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев мынандай бір статистиканы келтірді. Жастар кәсіпкерлердің қолдау жөнінде нақты бір пәрменді саясат және жоқ екенін мәлімдеді. Жоғары білім туралы диплом бар, еліміздің 40% жастары өз мамандықтарымен жұмыс жасамайды. Ал осы мен саясат Нұрбек ағамызбен осы сұхбатта болған кезде ол кісі айтты, 60%-ға жуық жастарымыз өз мамандығымен жұмыс жасамайды деді. Енді осы тұста сіздердің шыққан түлектеріңіз мысалы қаншалықты өз мамандықтарымен жұмысқа орналасып жатыр,
бір пайыздық үлес бар ма немесе оны сіз мониторинг жасап отырасыздар ма, қаншалықты еңбек нарығына сіздің түлектеріңіз қабілетті болып жатыр? Енді біздің бір ерекшелігіміз бар. Бұл негізі біздің студенттеріміздің басым бөлігі олар педагогикалық мамандықпен оқитын студенттер. Оған қоса олардың көбісі мемлекеттік грант иегері. Сондықтан оларға қойылатын талап бар мемлекеттік тарапынан. Олар бітіргенде мектептерде, білім беру ұйымдарда жұмыс істеу керек. Кем дегенде 3 жыл. Сондықтан енді бізде кем дегенде 3 жыл. Кем дегенде 3 жыл, иә. Сондықтан енді бізде өте жақсы жұмыспен қамтамасыз ету өте жақсы деңгейде. Енді 95%. 95% жұмысқа орналады. Бізде енді орталығымыз бар, Мансап деген орталығы бар. Тікелей қалалық басқа мектептермен тікелей жұмыс істейтіндер. Оған қоса қосымша бар, телефонға қосымша бар, жұмыс іздеуге, енді қай мектептерде қандай позициялар бар, осы жұмыс беруші мен түлегін бірге кездестіру сияқты осындай бізде белгілі механизмдер бар. Оған қоса енді осы мәселе неге туындап жатыр, иә? Студент бітіреді, түлек болып кетеді, еңбек нарығына шығады. Еңбек нарығына шығып, ол мысалы кейбір кездерде біз білеміз, қазіргі кезде бірінші енді 17 жасында сіз бір белгілі бір мамандықты таңдауыңыз керек, иә? Мамандық ғана емес, білім беру бағдарламаны таңдауыңыз керек. Біз осындай енді жаңалықты енгіздік. Қабылдау жұмысымызда бізде мысалы 100-ден аса білім беру бағдарлама бар. 100-ден аса білім беру бағдарлама бар. Биыл біз қалай айттық? Біз білім беру бағдарлама бойынша қабылдау жасамай, группа образовательных программ, білім беру бағдарламаларының тобына қабылдау жасайық деп. Ол бізге не береді? Ол бассейнная модель дейді, иә? Мысалы, абитуриент осындай үлкен тобына кіреді, бірінші, екінші, үшінші семестр бір топпен оқиды. Кейін ол уже енді бірінші жыл, 1,5 жылдан кейін ол өзінің бағдарламасын таңдай алады. Өзінің бағытын таңдай алады, нақты қай бағыт? Енді ол Америкада осындай, иә? Америкада көп студенттер кіргенде олар бір мамандықпен кіреді, ал бітіргенде уже басқа мамандықпен бітіре алады. Немесе кіргенде олардың undeclared деген бар. Мен білмеймін қай мамандыққа оқитын, иә? Бірақ мен енді ОД дисциплина, общеобязательный дисциплинаны аламын, иә? Философия, политология, культурология секілді тіл сабағын аламын. Кейін уже біле аламын, қандай мамандыққа мен икемділігім бар деген сияқты. Сондықтан осындай біздің студенттерімізге осындай мүмкіндік береміз. Кейінірек таңдау жасау. Өйткені біз білеміз ғой, адамның миы, мысалы үшін, 21 жасында ғана уже толықтай қалыптасады, иә? Он әсіресе фронтал кортекс дейді ғой, это фронтальная часть мозга. Ол толықтай енді 21 жасында ғана толығымен дамиды. Сондықтан адамның енді үлкен таңдау ғой, өзінің мамандығын таңдау. Несі ғой енді, өмірлік? Үлкен бір сұрақ, иә, узловой момент дейді. Вот сол узловой моментті біз қалай осы тетік арқылы. Қосымша, сіз өзіңіз білесіз, біз сіздің мектебіңізбен, тағы 3 мектеппен қазіргі кезде жаңа жоба басталып жатырмыз. Абай университеті бұйырса, бірінші университет осындай жоба. Это профильдік педагогикалық сыныптарды ашамыз, иә?
Олардың мақсаты не? Енді 10-шы сыныптағы жас өспірімге педагог дегеніміз кім? Педагог, қандай педагог, жақсы педагог екенін бәрін көрсетіп, кино арқылы, әңгімелер арқылы, әдебиет арқылы, басқа енді белсенді түрде мұражайға бару арқылы, университеттерге бару арқылы олар педагог дегеніміз не біледі. Екі жылдың ішінде олар педагогикалық мамандыққа кіріспе деген факультативтік сабақ алады. Сонда олар мектеп бітіргенде уже біледі, мен педагог болғым келеді деген. Олар уже сол кезде олар педагогикалық пробадан өтеді. Олар кішкентай ғана зерттеуді жасайды, мұғалімдермен араласады. Сондықтан олар келешекте оқып, университетті бітіріп, тек қана осы мамандық бойынша жұмыс істейді деген бір ойым бар. Рахмет. Біз жерде мынау енді Гүлмира Әмірханқызы, біз мынау осы университетпен жақында педагогикалық сыныптарды ашып бастап жатырмыз. Кеше міне бірінші жиналысымыз өткіздік. Бір сондай бір жақсы дүниені бастап жатырмыз. Мына оқырмандарға да айта кетейік. Бәлкім енді бұл пилоттық жоба, егер сәтті шығып жатса, біз енді тек қана біздің мектеп емес, басқа өңірлерді қамтысақ, мүмкін басқа жоғары оқу орындарын қамтысақ, бәлкім бір жаңағыдай екеуміздің арамыздағы бір жақсы дүние болып жатса, ертең шынымен де дұрыс айтасыз, анау сол саналы түрде ол таңдап барады педагогиканы, ертең бітіріп келгеннен кейін ол дайын кадр да, оған ешнәрсені үйретудің қажеті жоқ, ол бірден өзінің жұмысын біледі, ары қарай бастап кетсек деген ғой. Сондықтан сіздерде бір осындай нәрселер болып жатқан шығар жалпы? Біз енді біраз өткен жылдары Алматы қаласының бірнеше мектептермен келісім шарттарға отырдық, өзара ынтымақтастық жөнінде, серіктестік жөнінде де. Оның ішінде бірнеше орыс мектептері бар, қазақ мектебі бар. Енді major minor деген бағыттар бар да бізде. Major minor негізгі өзінің мамандығы бар алатын. Содан кейін қосымша тағы да қосалқы бағыт бойынша білім алатын болса, ол жерде де жағдай Дархан Нұрланович айтқандай, бізде топта, майда топта, сонда топтың ішіне кіретін өзінің сол негізгі пәніне жақын топтағы топтарды таңдайтын болса, соның майнерына отырғызады айтамыз. Сонда екі түрлі бағыт бойынша мамандық алуға мүмкіндігі болады. Биыл енді мысалы екі дипломды бағдарламаларды қарастырып жатырмыз. Шетелдегі өзіміздің әріптестеріміз бар, Польшада, одан кейін Америкада. Сол жақта қыздарымыз 1,5 жыл семестр білім алып, сол жақтың дипломын алып келеді әдетте біздікімен қоса. Соны ойлағанбыз, жергілікті университеттермен бірге бастасақ тағы да, мысалы айталық жаңағыдай қаржы бағыты болсын, IT бағыты болсын, бірге отырып екі дипломды бағдарлама ашсақ, онда бакалавриатқа да, магистратураға да, докторантураға да еркісілерде қарастыруға болатын ба еді деген сияқты ойларымыз туындайды ғой. Жалпы сіздер қазір еркісілер оқи ма өзі? Еркісілер жоқ, бізде оқымайды, мүлдем жоқ, бірақ тарихта болған, бізде білім алып, одан кейін басқа университетте, мысалы айталық Ташкентте енді совет заманында дипломдарын қорғап кеткен кісілер болған. Сол мәселені шешу, немесе жалпы жаңағыдай басқа университеттердің де бағдарламаларын алу, сондай өзімізге мақсат қойып отырмыз. Айталық биылдыққа бізде мына кітапхана ісі деген бағыт елімізде 3 университетте оқытылады. Соның біреуі біз. Бірақ кітапхана ісі бізде өкінішке орай мынандай кәдімгідей кітаптармен жұмыс жасаймыз да, физикалық тұрғыда өте жақсы көремін өзім кітапты қолыма ұстап оқығанды. Бірақ енді байқап отырсыз, әлем цифрлық әлемге өтіп жатыр ғой. Сол себептен кітаптарды енді біз тек мынандай мүмкіндігінше әртүрлі гаджеттерден қараймыз. Өзімізде асығып бара жатып тыңдаймыз, не қараймыз. Сол себептен келешек кітапханашы да соған бағытталу керек та. Айталық кітапханада арнайы бағдарламалар болады, кітапханашылардың ішіне базаға енгізетін, сол жерден кітаптарды шығаратын, оқитын, соны жасай алатын қатарынан маман болып шығу керек. Соған бізге өте маңызды кітапхана ісімен бірге мына ақпаратты басқару бағыты бойынша мамандар дайындау. Сол бағыт бойынша қазір жұмыс жасалып жатыр. Бакалавриатта, магистратурада мамандар шығарамыз деген жоспарымыз бар. Бірақ ол үшін біз қазір партнер университеттерді қарастырып жатырмыз. Біреуі Қазақстанда магистратура бағыты бойынша шетелден әріптес меморандумдар қойылды, енді жұмыс жасалу керек. Рахмет, сәтті болсын. Сәтті шықсын, Дархан Нұрланович, жақсы. Мен оқырманнан бір сұрақ келген еді, оны соны қойып кетейінші сіздерге. Бұл кісілер сұрап жатыр да, жалпы студенттер оқуға түскенде қалай оқу керек, қалай жүру керек, балды қалай жинайды, осындай түсіндіру жұмыстары сіздерде қолға алынған ба, мысалы? Сол жайлы қысқа нұсқа айта кетсеңіздер.
міндетті түрде біздің университетте енді жылдың басында міндетті түрде ориентациялық апта өткіземіз. Бір апта ма? Бір апта. Одан кейін ары қарай? Одан кейін енді жүйелі түрде біз студенттермен жұмыстар жалпы жұмыс жүргізіледі. Міндетті түрде, конечно. Түрлі жұмыстар, ана антикор жұмыстары бар, анау академиялық адалдық жұмыстары бар, басқа да бар. Бірнеше енді ол университет қой, енді ол білім беру ұйымы. Бірақ бірінші келгенде студенттер осындай университет толық сұрақтар, қандай сұрақтар бар болса, біз оларға жауап береміз. Және библиотеканы қалай пайдалануға болады, қандай ережелер бар, кодекс студента, кодекс чести деген бар, басқа. Оны егжей-тегжейлі біз студенттерге түсіндіреміз. Толық мәлімет береміз. Және қазіргі кезде енді QR-мен путеводитель студента деген сияқты осындай брошюраларды жүктеп алуға болады. Сіздерде де жүргізіледі? Бізде де таныстыру аптасы болды. Ол жерде өзім дәріс оқыдым бірінші күні. Қыздарымызды жинап, арнайы іс-шара өткізіп, бірінші қыркүйек күні сол жерде біраз мәселе талқыладық. Одан бөлек GPA дегеніміз не, жалпы неден құралады оқу бағдарламасы, апа менің кестем қашан пайда болады деген сияқты сұрақтар өте көп болып жатыр. Олардың барлығына арнайы онлайн, офлайн форматта әріптестеріміз академиялық бөлімде қыздарға дәрістер оқып жатыр. Әр бағыттар бойынша оқылды. Бірақ дегенмен де процесте кейбір қызымыз қатысады, кейбір қатыса алмай қалады, естімей қалады. Мысалы, ондай қыздармен қосымша жұмыс жасап жатырмыз. Өзі сондай талаптар бар, ол талаптарды орындап барлық университеттерге қойылған ориентация аптасы бәрімізде таныстыру аптасы өтіп жатыр. Рахмет. Өйткені мен бұл сұраққа мен көрермендерден де келген еді, жауап беруді жөн көріп отырмын. Өйткені ол қызық болған соң дұрыс сұрағыңызға жауап берілді. Сондай жұмыстар жасалып жатыр екен. Мен осы мынау алғашқы подкаст түсірілім болды ғой. Сонда Алматы қаласы білім басқармасының басшысы Ләззат Ханыммен әңгімелескенбіз. Енді білесіздер, қазір біз мектептерде көбісі сабақ беретін ұстаздар әйел кісілер. Мысалға да мен сол кісіге айтқанымда, осы мектепте қалай ер азаматтарды көбейтеміз деп. Неге қыздар университеті отыр, неге ұлдар университеті жоқ деп. Екеуміз сол әзілдескенбіз. Бәлкім ұлдар университеті қажет деген сияқты мүмкін ұлдардың. Енді мектепте десе де бір еркектің, ұлдың жүруі де бір не дейді, тәрбиенің бір бөлшегі ғой десе де қазір. Бәлкім енді болашақтың еншісінде ол дүниеде. Рахмет. Енді білесіздер, қазір жыл өткен сайын мынау жоғары оқу орындарының бағасы арзандап жатқан жоқ. Бұл енді әлемдік тенденция ғой, сондай жыл өтіп жатыр. Енді еңбек нарығы да қазір бәрі нәрсе қымбаттап отыр. Енді ол түсінікті жағдай. Бірақ дегенмен оның дипломның сапасы қаншалықты сол бағаға әсер етіп жатыр. Мәселен, мынандай бір нені оқыдым. Мынау жалпы дипломның дүниесін айтып жатыр да. Осы Google компаниясына жұмыс жасайтын 40-50% дипломсыз жұмыс жасайды екен да. Жалпы бізде болашақта осы бір дүние келуі мүмкін бе? Мысалы, диплом қаншалықты қажет? Мысалы, кейбір кісілер Курсераны оқып алады, сертификат алады да, өзінің қажетті жұмысына барып жатыр. Біліктілігін оны диплом ол жерде қызыл ма, сен неге бітірдің деп сұрамайды, жаңағы дағдысын сұрап жатыр. Осы секілді бір дипломсыз уақытқа біз келуіміз мүмкін бе? Қалай ойлайсыздар? Өте қызықты сұрақ қойып жатырсыз, ойландыратын сұрақ. Жаңа Дархан Нұрлан айтып кетті, бізде де жұмысқа орналасу 92%-да. Өзіңіз білесіз, педагогикалық бағыт бойынша өзінің талаптары бар, мемлекеттің гранттың саны көбейіп жатыр, талабы да ұлғайып жатыр. Бірақ сіз айтып отырған идея мүмкін IT бағытына шынымен де жақын болуы мүмкін. Айталық, не колледжде, не өз бетіменен білім алып, мықты маман, не дизайнер, не басқа техникалық бағыттар. Енді әртүрлі бағыттар әртүрлі ғой. Өзіңіз айттыңызшы, мұғалімсіз, мектеп басшысыз, қаншалықты келешек ұстазды, не келешек дәрігерді сіз дипломсыз не сыныпқа, не мына операция жасайтын бөлмеге кіргізер едіңіз? Сол сұраққа өзіңіз қалай ойлайсыз, қандай жауап болар еді? Ол әрине бірінші диплом талап етіледі ол кезде. Енді диплом деген бәлкім ол педагогика мен медицина саласында ол әлі алшақтау шығар. Диплом деген ол тек қана қағаз емес қой. Неге бізде өкінішке орай қағаз деп біз соны дәрежесін түсіріп тастадық. Диплом деген ол 4 жылдық еңбек қой. Ол қаншама профессорлардың еңбегі, қаншама ғылыми адамдардың еңбегі да білім алушыға салатын.
сол себептен мен ойлаймын біз олай құнсыздандыруға болмайды. Дипломның да күші ол яғни университеттің өзіне алып отырған жауапкершілігі. Осы адам осындай бағытта, осындай лауазымға, не осындай кәсіпке сай деген. Ал енді осы екі негізгі кәсіп, білесіздер, қоғамда ерекше рөлі бар. Ол ұстаздың кәсібі, ол дәрігердің кәсібі. Сол себептен қандай қоғам болмасын, мен ойлаймын келешекте ең біріншіден сапаға көңіл бөледі. Сапаны қамтамасыз еткеннен кейін ғана ол адамдарды сыныпқа және де жағдай операция жасайтын бөлмелерге кіргізеді. Бәрібір де дипломға әлі біз келуіміз қиын, дипломсыз әлі ұзақтау сияқты ғой. Өзіңіз алар ма едіңіз дипломсыз маманды? Мен мына анандай басқа бағыттағыларға болады екен, дұрыс айтасыздар. Оны келсем ол пікірмен, бәлкім енді біз жаңағыдай дүниеге ол ол шынымен де ол адамның тағдыры ғой. Адамның несі жаңа. Гүлмира ханыммен келсем. Өйткені дипломның құны жоғары. Неге десеңіз, мысалы үшін сіз енді жұмыс беруші ретінде сіз отырсыз. Сізге мысалы енді 5 үміткер бар. 5 үміткердің енді бір дипломмен болсын, екеуі дипломмен болсын. Диплом ол негізі ол дәлел. Адамның негізі енді как минимум кем болса да, как минимум ол адам белгілі бір деңгейде дисциплинасы бар осы адам. Өйткені ол параға барып, үй жұмысын жасап, курсовой жұмысын жазып, кейін диплом жұмысын жазып, ол негізгі адамды сипаттайтын диплом. Өйткені ол дисциплинасы жаман емес, жақсы, белгілі бір деңгейде болады. Екіншіден, ол кісі бір нәрсені бастап, соңға дейін бітіреді. Мысалы, ол 4 жыл оқу керек. 4 жыл ол аз емес. 4 жыл оқу керек, 4 жыл сабаққа қатысу керек, 4 жыл анамнан жазу керек. Үшіншіден, енді белгілі бір деңгейде сауаттылық жоғары адам. Жоғары білім беру дипломның иегері. Сондықтан сіз осында енді ол 3-4 емес 10-20 жағынан сипат алатын бір құжат, белгілі бір құжат. Сондықтан мен ойлап отырмын, енді ол сіз айтқаныңыз ол негізі енді жақсы қазіргі кезде айтады да, мен ұлым мысал үшін айтады. Вот Цукерберг немесе басқа Стив Джобс секілді Илон Маск, олар мектепке барғанда жоқ, немесе диплом алып, төмен бағаларды алып, осындай енді бүкіл әлемді өзгерткен адамдар. Мен балама айтамын, Алихан деймін, қара, ол қанша жаста? Алихан қазіргі кезде 11-де. 11 жаста. 11-де 6 сыныпта оқиды. Қазіргі кезде балалар қалай? Олар вот ютубер боламын деп миллиондаған ақша жасаймын. Ютубтен немесе тиктоктан блогер боламын дейді. Блогер боламын дейді, болады. Бірақ мен айтамын, это исключение, подтверждающее правило. Өйткені ол былай как правило, диплом алған абзал, жоғары білім беру, жоғары білімді алған абзал. Ол бакалавриатпен шектелмеу керек. Бакалавриаттан кейін магистратураға бару керек. Қазіргі заман талабы осындай. Қазіргі бакалавр дипломын, мысалы, шетелде, өркениет елдерде, мысалы, батыста. Олардың бакалавриат дипломы қазіргі кезде енді мектептің дипломмен сәйкестендіреді, кейбіреулер. Өйткені ол минимум. Ал оған қоса магистратураға баруымыз керек. Кішкене мамандырылып білім алу үшін. И бүкіл өмір бойы сіз өзіңіздің ізденісте болуыңыз керек. Біз мұғалімдерге айтамыз, бұл сіздің тек қана бастамаңыз, осы университетте оқыған. Ертең күн сайын, білмеймін, бір сағат сайын сіздер өзіңіздің енді деңгейіңізді көтеруіңіз керек болады. Жақсы. Мұғалім мырза, сізге осы жерде бір нәрсе айтуға бола ма екен? Мысалы, жақында ОСР-дің зерттеу жасалды да, осы біздегі білім беру жүйесі жөнінде. Сол жерде өте жақсы бізге қатысты баға берді халықаралық әріптестер. Ол біздің мына мектепке дейінгі білім беретін бағыттағы мысалы да мамандарымыздың жоғары білім алуы. Көп жағдайда шетелде, Европада орта білімменде ол жаққа қабылдай береді. Сол себептен өте жақсы тенденция деп көрсетті Қазақстанда осындай мектепке дейінгі білім беру бағытында мамандардың жоғары біліммен қабылдану жұмысқа.
мысалы да. Ал енді өзіңіз қараңыз, сол өзіңіз айтып отырған өркениетті елдерде әсіресе ұстаздың мамандығына магистрлық дәрежемен қабылдайды міндетті түрде. Мысалы Финляндияның өзін алыңызшы да, мысалы. А біз қазір сол себептен айтып отырмыз, дипломсыз мұғалімді жұмысқа қабылдау деген ол априори тұрған сұрақ емес деп ойлаймын. Мен өз басым дәл солай дәрігерлерге де қатысты. Керемет. Негізінде өзіңіз білесіз ғой, өмір бойы ізденісте жүретін екі мамандық осылар. Біреуі дәрігер, университетте, больницада, клиникада өмір өтеді, екіншісі ұстаз. Жағдай магистратурасы бар, докторантурасы бар ұстаз. Мектепте қазір өзіңіз білесіз, әлде қайда жағдай бакалавриаты бар ұстазға қарағанда жоғарырақ дәреже алып жатқандығы. Әдемі. Қандай керемет жауаптар болып жатыр, мен қуанып отырмын. Дұрыс. Бұл енді жай ғана айтылған жоқ, ғылыми түрде сондай қандай әлемдік мысалдарды келтіріп жатса, расына бәлкім оған алыстау шығармыз. Енді ол жерде істейтіндер бәлкім дипломсыз істей берсін. Енді биылғы осы 1-2 жылдың бір ерекшелігінде сіздер өз дизайндарыңызға диплом бердіңіздер. Мысалы, бәріміз оны баяғыда бір көк қызыл бір диплом алатын едік, бірақ сіздер биыл өзгерттіңіздер. 1-2 нұсқасын қазір көрсете аламыз осы жерде. Сіз мен алып келдім, бірақ өзін алып келген жоқпын, бірақ кейін сізге ана нұсқасын жіберемін. Енді қызыл диплом алған біздің түлектеріміз осындай алады, енді қалғандар осы көк мынау оқырмандарға көрермендерге айтайыншы, егер мына Абай атындағы университетті бітіріп жатсаңдар, мынандай диплом аласыздар. Болашақ түлектер деп қойыншы, қандай керемет А4 форматта үлкен. Баяғыда біз кішкентай алатынбыз. Енді сіздердің де дипломдарыңыз қазір қойып көрсетеміз. Бізде мындай көк түс емес, бізде жасыл. Өзіміздің университетіміздің түсіменен, содан кейін өзі ерекше бір әдемі түс, сол себептен қыздарымызға өте жақын болды. Енді сол ғой жаңа айтып жатқаным, әр университет өзінің дизайнында ол бір ерекшелік деп ойлаймын. Биылғы жылдың алдыңғы жылдары беріп жатыр, сондықтан енді осындай форматта екен, қандай керемет. Бұйырса енді сол түскен түлектеріңіз осыған жете берсінші. Мен айта кетейінші, биыл біз осындай жаңалық енгіздік. Біріншіден, енді сіз осындай ресми түрде берілетін бір дипломын аласыз, бір нұсқасын аласыз, приложениесімен бүкіл. Оның водяной знагы бар, қандай да білмеймін енді, қандай да ерекшеліктер бар, біз оны банкноты фабрикадан арнайы тапсырыспен сатып аламыз. Барлық университеттер. Бірақ ол біздің дипломымыз болады. Ал екінші нұсқа, ол ана қабырғаға илейтін бір нұсқа. Үлгі. Өйткені ол әдемі Абайдың бейнесі бар. Осындай енді. Бірақ ол тек қана үлгі ретінде ілінеді, мынада болмайды. Үлгі ретінде ол негізгі енді ресми құжат емес. Ресми құжат болса да, оның құқық жағынан оның күші жоқ. Бірақ әр университет, мысалы шетелде сіз бітірдіңіз, мен 2 университет бітірдім Америкада, әдемі диплом бар. Оны өткені Абай университетін бітірген түлегі осы Абай университетін мақтану керек. Сондықтан ол сол дипломны өзінің жұмыс орнына, қабырғасына илеп, осындай Абай университеті бітірдім деп айтуға болады. Өте әдемі бір Абай бейнесі бар, күшті бір диплом. Престиж, жоғары оқу орнына престиж дипломы деген сияқты әңгіме ғой, дұрыс айтасыздар. Ол мақтанышпен болу керек, құжаттың өзі. Рахмет. Биыл бізде 3-еуін бердік, қазақ, одан кейін қазақ орыс тілдерінде, кириллицада, одан кейін ағылшын тілінде бөлек бердік қыздарға. Осындай А4 форматында көбісі өте ырза болды. Жаңағыдай осындай бөлек берсеңіздер, қабырғаға салып іліп қойсақ та ыңғайлы екен деп. Әдемі. Ол енді бір жағынан сіздерге не дейді, жарнама ғой негізі. Ана жерде ілініп тұрады да, мысалы, мына Абайды бітірген екен. Мына қыздар, мысалы, оны сыртынан бір кісі үйге кіріп келсе, мына кісі қыздар университетінде оқыған екен деп айтамыз да. Мүмкін, бірақ біздің ең басты жарнамамыз ол біздің түлектеріміз, олардың өмірде жеткен жетістіктері. Рахмет. Керемет. Енді мынандай нәрсені айтқым келіп тұр да, сіздерге қараңыздар. Биыл енді бізде биылғы жылдың бір ерекшелігі мұғалім қабылдауда, квалтест. Мысалы, сіздер бәрі диплом алғанмен бізге келу үшін квалтест тапсырады, соның негізінде біз қабылдадық. Бірақ дегенмен де көп сол 4 жылда оқыған студенттердің көбісі бірақ дегенмен одан өте алмай қалып жатқан жағдайлар болып шықты. Біразы құлады деп кеше мынау министеріміз де мазалап жатыр. Осы тұста мен кеше бір кісімен әңгімелесіп отырмын. Мәселе мынау енді ол жерде негізгі тапсыратын педагогика ғой, сұрағы. Ол кісі айтып жатыр да, қазіргі мынау педагогиканы дейді
бір-ақ семестр оқытады деді. Солай ма? И ол қараңыз, сол бір семестр оқып болғаннан кейін жалпы енді ол 4 жылдан кейін жаңағы педагогиканы тапсырып бізге мұғалім болып келеді. Ол бір семестрден кейін деген 4 жыл деген арасы ұзақ болып кетіп жатыр ғой. Сонда ол қалай болады деп жатырмын да. Мысалы біздің кезімізде мен 1 жыл оқыдық педагогиканы. Ал ол қазір 1 семестр болып қалды дейді. Ол енді ертең қаншалықты ол кісі бітірген кезде педагогиканы дұрыс тапсыра алады деген сұрақ туады осы жерде. Ол рас емес. Енді біз 4 жыл бойы мысалы педагогия сіздерде қанша оқытылады? Бізде 4 жыл бойы негізгі пәндердің бағытында педагогиканың жан-жақты бағытында оқытылады. Ол жерде жоқ, мысалы педагогиканы жартақ семестр оқыды деген ол 4 жыл бойы сол бағытта. Педагогика деген өзіңіз білесіз ғой, қаншалықты үлкен ауқымды ұғым екендігін да. Соның ішіндегі барлық қамтитын элементтері біздің 4 жылдың ішінде қамтылады. Сол себептен жарты жылдың ішінде оқытылып аяқталатын болса, онда біз университет емес, онда біз жай ғана қосымша білім беретін ұйымға айналатын едік. Соны айтамын да мен мысалы. Енді НКТ-ның екі бөлімі бар ғой, иә. Бірінші енді өз пәнін білу. Ол өте маңызды, иә. Педагог біріншіден өз пәнін жақсы білу керек. И ол енді бірінші бөлігі. Екінші бөлігі ол педагогический цикл, иә, педагогикалық білім беру. Сондықтан енді бізде енді осындай, енді мен келіспеймін мүлдем, осындай енді болған. Біз бірінші курстан бастап, енді бірінші курс общеобязательная дисциплина дейді, цикл береміз. Оған қоса енді базовый дисциплинада қоса саламыз, иә, педагогикалық циклдер. Өйткені әйтпесе қалай олар ертең қалай ана педагогикалық тәжірибесіне, практикасына барады? Олар бара алмайды, олар білу керек. Олардың базалық бір белгілі бір деңгейі болу керек, иә. Сондықтан оған қоса мысалы үшін олар математикадан сабақ алады ма, химиядан сабақ алады ма, биологиядан сабақ алады ма? Ол жай ғана биология емес, мысалы, бірақ методика, преподавание биология, биология пәнінің методикасы, мысалы, дидактиканы, бәрін осындай енді егжей-тегжейлі 4 жыл бойы олар білім ала алады. Рахмет. Нұрғали мырза, өзіңіз қалай ойлайсыз? Осы жалпы осы біліктілікті бағалайтын белгілі бір тест жүйесі ғой енді да. Ұстаз ретінде қаншалықты біз өлшей аламыз ұстаздың еңбегін бір тестімен? Осы тест деген нәрсе бар ғой, негізінен бір шын мәнісінде бір жаттанды дүниеге бара жатырмыз біз. Мысалға мен де осындан бір ойланып отырдым да, мәселен бұл ұбт-ны алып қарайықшы, мысалға бізде мынандай бір не бар, мәселен сол бір неден өтіп кету үшін сол бір жаттанды дүниеге айналып бара жатыр да. Сол жаңа дүниені алып алсам, соған жетіп алсам, ар жағындағысы оның құндылығы, оның маңыздылығы кейде бір көңіл қуантпайды. Соның салдарынан кейде бір 75 ұпайды алып аламын деп, ол таңертеңнен кешке дейін жаңа АБЦ нені жаттап алу мүмкін, бірақ ол өтіп кетті одан. Ары қарай ол қаншалықты ол жаңағыдай сол бір келген кезде дағдысы өзіне көмектеседі. Бұл шын мәнісінде ойландыратын дүние. Жақында айтып жатыр, ұбт-ның да құрылымы мен бөлікшелері ауысады. Шетелдік әлемдік стандарттарға сәйкес жан-жақты бағытта жаңа дағдыларды бақылайтын болады. Тек қана жаттау дағдысын ғана емес, ойлану дағдысын, түсіну дағдысын, тыңдау дағдысын, сөйлеу дағдысын мысалы да. Дәл солай мүмкін келешекте ұстаздардың да дағдылары жан-жақты бағалана ма деген сияқты бір сұрақтар туындайды. Сонымен қатар Нұрғали мырза, маған бір мысалы әлемдік мысалдарға қарайтын болсақ, айталық мысалы Германияда көп жағдайда қазір енді мына мектептерді босатты ғой ұбт-ға жауапкершіліктен. Бірақ университеттер міне енді осындай кәсіби біліктілігі үшін жауапты, айталық өзінің шығарып жатқан түлектерінің. Шетелде көп жағдайда мен қазір мысалы Германияның мысалын айтып жатырмын, әріптестерімнің бөліскені, сол жаққа барып біліктілігін арттырып келген. Көп жағдайда 3 жылға дейін ол стажер, мысалы өзінің жұмысын енді бастап жатқан ұстаз. Сол 3 жылдың ішінде оған үйренуге, дағдылануға, бейімделуге мүмкіндік беріледі. Содан кейін ғана оның біліктілігі бағаланады. Келешек ұстаздарға да мен ойлаймын сондай мүмкіндік беруіміз керек сияқты. Себебі жаңадан оқу бітірген адам үшін өте оңай емес. Айталық қанша жылдық тәжірибесі бар ұстаздармен бірге жаңағы додаға түсу дейді ғой. Қанша жерден сіз оған теориялық білім берсеңіз де, практикалық бағытта мектептерге жіберсеңіз де, сыналады ғана жерде. Ана жерде жұмыс орнында дағдылануға мүмкіндік беретіндей сондай бір арнайы бағалау жүйесін қайта қарауымыз керек сияқты.
Рахмет, бізде енді жақсы ой талқы болып жатыр. Енді осы тұста енді сіздер дегенмен де жоғарғы жаңа ғылым деп айтып жатырсыздар ғой. Енді негізгі бізге бағыт беретін мына ғылыми зерттеулерді ашып айтып, әлемде мынандай болып жатыр екен, біз былай бағытпен жүрейік дейтін негізгі біздің не дейді анау локомотивсіздер ғой енді. Осы тұста ұлттық мына университеттерде өзіміздің ғалымдарға, жас ғалымдарға сіздерде қандай қолдаулар болып жатыр? Осы салада сіздерде қандай бір қуантарлық жаңалықтарыңыз болып жатыр? Осымен бөлісіп отырсаңыздар. Жақсы, енді Гүлмира ханым өте білікті маман, өзі Кембридж университетін бітірген. Енді Кембридж университетінің өзіңіз білесіздер, енді ғылыми деңгейі қандай. Ол бүкіл дүние әлемнің ең ірі, ең күшті университетінің бірі. Ал Абай университетінде біз қандай, енді қазіргі кезде ғылымсыз университет негізі енді түрлі университеттердің түрлі миссиялары бар, кейбір университеттер тек қана осы маманды даярлаумен айналысады, кейбір университеттер, ең жетекші университеттер, олар ғылыммен білім берумен қатар ғылымды дамытады. Енді бүкіл біздің адам білетін қалай осы кеңістікті жоғарыла беретін университеттер. Енді біздің университетімізде мысалы құр сөз болмасын, мысалы өткен жылының 14 жоба болса, қаржыландыратын министрліктің, тек қана министрлік тараптан қаржыландыратын 14-ақ ғылыми жобамыз болды. Ал биыл 20 қазіргі кезде енді 20-дан астам жобамыз өтті. Енді жобамыз грант ұтып алды. Енді оған қоса енді қазір 5 жобамыз сол әлі де процесінде, оның нәтижесін білеміз деп ойлаймыз. Жақында енді тағы 3 бағдарлама, 3 үлкен жоба ПЦФ, проектно-целевое финансирование арқылы жібердік. Олар енді қазір ұлттық ғылыми кеңес деңгейіне жетті. Енді мысалы үшін енді ПЦФ дегенімізде 10 жыл ПЦФ болған да жоқ университетте. Қазіргі кезде әсте біз осындай жұмыстарды атқарып жатырмыз. Оған біз енді қандай болса да шарттарымыз, условия жасауымыз керек. Жағдай жасауымыз керек. Мысалы үшін жас ғалымдар айтып кеттіңіз. Жас ғалымдарға қазіргі кезде біздің мемлекеттік тараптан өте жақсы қолдау жасайды. Мысалы үшін жас ғалым деген бағдарлама бар. 500 жас ғалымды түрлі енді жетекші жоғары оқу орындарына және жоғары ғылыми зерттеу институттарына жібереді, шетелге. Болашақ бағдарламасы арқылы. Оның ережелер өте жеңіл деп айтуға болады. Және біз жас ғалымдармен мен жиі кездесемін өзім. Бізде енді өткен жылы біз осындай енді Совет молодых ученых жас ғалымдардың кеңесін аштық. Оған қоса профессор-исследователь деген арнайы бір позицияны аштық. Профессор-исследователь ол зерттеуші профессор, ол негізі енді біз бір нәрсе түсінуіміз керек. Мысалы, менде 1060 оқытушы білім берсе, біздің университетімізде қызмет атқарған, жұмыс жасайды. Ал олардың әр оқытушы үлкен зерттеуші бола алмайды, менің ойымша. Өйткені зерттеу жасау үшін уақыт керек. Оның бір енді сіздің өзіңіздің темпераментіңіз, бір белгілі темпераментіңіз болу керек, осындай үлкен зерттеуші болу үшін. Сондықтан әр адам 100% осындай күшті зерттеуші бола алады деп айта алмаймын мен. Сондықтан біз кейбір ең мықты біздің профессор оқушылар құрамының өкілдерін
ең мықты осындай профессор зерттеуші болып тағайындаймыз. Олар профессор зерттеуші болып, олардың жүктемесі төмен, олар зерттеумен айналысатын адамдар. Олар бізге грант ақшаны алып келеді, университетке. Олар бірнеше халықаралық гранттарға заявканы жібереді. Және осы Scopus Web of Science базаларында тіркелген журналдарында мақала жазады. Жақсы, рахмет. Енді бәрібір де дұрыс айтасыз, бұл ғылымды дамытпасақ, оны көп нәрседе кенжелеп қаламыз. Мысалы, Гүлмира ханым, бұл жобалар сіздерде жасалып жатқан шығар. Жаңағыдай керемет жобаларыңыз іске асып жатқан шығар. Бір болып жатқан бір өкіммен бөлісіп кетсеңіз сізде. Бізде мына Teaching and Research деген бағытты енді енгізіп жатырмыз. Негізі Дархан Нұрланұлы Teaching and Research деді. Дархан Нұрлан жаңа маңызды нәрсе айтты. Әр университет шетелде көп жағдайда өзінің категориясы бар. Біреуі R1, біреуі T1 деп жүреді шетелде. Біреуі Research, біреуі Teaching University деп бөлінеді. Яғни не ол ғылыммен айналысатын университет, не сабақ берумен айналысатын университет. Енді Американы алатын болсақ, мысалы көбінесе алдыңғы орындарда ол жағдай зерттеуші университеттер жүреді көбінесе. Олардың жағы келетін көбінесе шетелдік гранттардың құны да, ауқымы да әлдеқайда көп. Айталық Кембриджде өздеріңіз айтқан 60% табысының гранттардан келеді, ғылыми жобалардан келеді көп жағдайда. Қалған 40% ол мына оқудың ақысы бар, басқа да сервистер бар, содан келіп отырады. Сол себептен онда университеттерде жағдай R1 немесе Research University деп айтады. Енді біздікі өзі тарихи солай болып келді. Біз өзі 92% ауылдың қыздарын оқытамыз, 72% әлеуметтік аз қамтамасыз етілген ортадан шыққан қыздарымыз. 44 жыл университетіміз ашылған кезде де сол ауылдан қыздарды алып келіп оқытып, киіндіріп, көздерін ашып, қайтадан ауылға жіберетін болғанбыз, мұғалім болу үшін, халықтың көзін ашу үшін да ауылдағы. Сол миссиямыз осы уақытқа дейін әлі орындап келе жатырмыз. Сол себептен мен ойлаймын, біздің университетті көбінесе T1, мысалы Teaching University ретінде қарастыруға болады. Бірақ енді жаңа Дархан Нұрланұлы дұрыс айтты. Университет болу үшін ең біріншіден ғылыми потенциалың жоғары болу керек. Біздің де алдымызға жаңағыдай өзіміздің министрлігіміздің қойып жатқан талабы да сол ғылыми потенциалды арттырыңыздар деп. Соған байланысты бізде мына Teaching and Research деген жаңа бағытта критерийні қазір бекітіп жатырмыз. Биылдан бастап жоспарымызда бар. Одан қалса бізде мына болашақ бағдарламасымен өткен жылы осы тағылымдаманың аясында 23-ке жуық әріптестеріміз Европаның алдыңғы қатарлы лабораторияларынан біліктіліктерін арттырып қайтты. Оған қатар бізде мына өзі біліктілікті арттыру орталығы бар. Осы уақытқа дейін мектептердегі мұғалімдерді, университеттегі мұғалімдерді оқытатынбыз. Соның ішінде қосымша бір бөлік аштық. Ол жерде біз ішкі өзіміздің потенциалымызды арттыруымыз керек. Біз профессорларымызға, оқытушылық құрамымызға біріншіден академиялық жазылым, екіншіден мына эмпирикалық зерттеу бағыты бойынша биыл толығымен бір жыл бойы жадай арнайы бағдарлама оқу жоспарымызда бар. Одан бөлек тағы да қосымша әртүрлі біліктілікті арттыру курстар бар. Сол себептен биылдыққа біз өзімізге басты мақсат ретінде соны қойып отырмыз. Бүгін ғана әріптестеріміз әртүрлі министрліктің стипендиялары бар. Үздік жаңағыда зерттеуші деген өткен жылы біздің Наргиз Смайылқызы Балтабаева деген әріптесіміз ұтып келді республикалық сайыста. Биыл тағы да бір 20-30-ға жуық әріптесіміз тапсырып жатыр жас ғалым бағыты бойынша. Сол себептен толығымен келісем, Дархан Нұрланмен министрлік тарапынан өте жақсы жағдайлар жасалып жатыр. Жас ғалымдарға ғылыммен айналысуға тағылымдама бар, біріншіден, екінші стипендиялар бар, үшіншіден жаңағыдай постдокторантура бағдарламасы бар. Сол бағытта айталық мүмкіндіктер өте көп. Рахмет. Дұрыс айтып жатырсыздар. Келісем. Енді осы жасап жатқан дүниеңіз іске ассын, бәрі сәтті болсын, біз де қуанамыз оған. Ол енді бәрібір біздің ғылымның әлеуеті ғой, ол жоғарылаған сайын бәрімізге қуантатын жаңалық. Енді осы тұста мына нәрсені сіздермен сұрағым келіп тұр. Жалпы болашақта сұранысқа ие болатын маман болу үшін бізде мектептерде қандай іс-шаралар жасалу керек, және ол қаншалықты маңызды? Сіздердің ойларыңызша дейінші. Енді мен үшін өте жақсы қызықты тақырып, өзімнің зерттеу тақырыбым. Енді біз мысалы сіздерден көп нәрсе талай етіп жатырмыз, бірақ енді біз сіздерге қалай алып баруымыз керек? Мысалға, қандай маман болған дұрыс, немесе қай бағытын таңдайды деген сияқты. Маған салса, ең басты жағдай өзімнің кішкене субъективизмім бар, байас дейді ғой ағылшынша, сондай. Ұстаз көшбасшы болу керек, қалай болғанда да. Сол бағыт бойынша біз ұстаз көшбасшы. Мынау барлық бағдарламаларымыз соған бағыттағымыз келеді, стратегиямызды жазып қазір бекітіп жатырмыз, сол бағытқа қарай дайындайтын өзіміздің мамандарымызды.
яғни реформа деген өте жылдам орын алады ғой. Ешқашан сол реформаның аясында қуып жете алмайсыз. Әлем өзгерген сайын білім беру саласы да, педагогиканың да бағыты алмалы салмалы өзгеріп жатады, ұлғайып жатады. Одан кейін бірақ бір нәрсені түсінуіміз керекпіз, ол ұстаздың рөлі. Егер ұстаздың рөлі жоғары болмаса, онда қандай да реформа енгізсеңіз де, ол ұстаз ол реформаға тікелей атсалыспаса, онда ол реформа іске аспайды. Сол себептен мүмкіндігінше біздің мақсатымыз қандай заман алмалы төкпелі болса да, ана мектепке барған кезде мектептің ішінде жаңашылдықты енгізіп, мектепті алдыға қарай бағыттайтын мамандар дайындау. Ол дегеніміз, яғни лауазым емес көшбасшылық деп отырған. Ол ең біріншіден адамның әрекеті күнделікті басқа әріптестеріне ықпал ету арқылы жаңағы өзінің істеп отырған ісіне жаңашылдық енгізе білу әлеуеті. Ылғи ізденісте болу, қасындағы әріптестеріне ықпал ету, арнайы бастамалар көтеру, сол бастамаларды іске асыра білу, соңына дейін жеткізу. Тіпті бастама дегеніңіз не ол? Өзіңіздің отырған сыныбыңыздағы бір кішкентай ғана проблеманы анықтап алдыңыз ба, мәселені? Сол мәселені зерделеп, түсініп, соның шешімін тауып, соны үлкен бір жобаға айналдырып, соның аяғында мектепке пайда әкелу. Оның өзін бір ғылыми зерттеу жұмысы айналдырып жасап жүрген болады дейсіз ғой, иә? Соны жасап, оның шешімін тауып жатса. Оның айналасында енді тамаша құралдар бар, мысалы lesson study бар, сізге көмектесетін арнайы өзінің әдісі бар, ол action research мына әрекеттегі зерттеу, ұзақ жылдар бойы қалыптасқан әдіснамалар, сол себептен мен ойлаймын сол бағытта жұмыс жасалатын болады. Біз мынау осы Дархан жақында мен жаңа сұрақ қойдым, сонда бір кісі сұрақ қойыпты, осы жаңа teaching research деген нәрсе осы біз жоғары оқығандар бар ма деп сұраған еді. Сізге жауап қазір айттым міне. Тамаша, енді мен бір алып қосарым бар. Мен ойымша енді білім беру саласын негізгі бір осындай бір жүйе секілді қарастыруымыз керек. Мысалы үшін біз айтамыз, ол тек қана білім беру саласы емес, ол өйткені ол әлеуметтік сала. Әлеуметтік сала болғандықтан, адаммен тікелей жұмыс істегендіктен ол сала бүкіл әлеуметтік бүкіл өмірді қамту керек. Мысалы үшін біз не дейміз, қазіргі кезде адам көп, сын айтатын адам көп, мектептер жаман, бізді сынайды, бәріміз сыншы көп, сыншы көп. Осында енді мектептерде дұрыс білім бермейді, ана дипломның құны жоқ дейді. Бірақ ол бір нәрсе түсінуіміз керек, ол тек қана мектепке байланысты емес, мықты ұстазға байланысты емес, ол негізгі әлеуметтік басқа да қосымша факторларға байланысты болуы мүмкін. Мысалы үшін бала мысалы таңғы ас жақсы жеді ма? Жоқ, ол чипсы жеді ма? Немесе ол тек қана бір нан ішіп ана шықты, бір кола ішіп мектепке барды да, немесе мүлдем жеген жоқ жағдайлар да бар. Мысалы ол бала мектепке қалай барады екен? Ол 5 минуттық ана жаяу жүру, немесе ол 1 сағат машинамен, пробкамен отыру, немесе 40 минут автобуспен, давка бүкіл кептеліспен бару деген сияқты. Сондықтан ол тек қана осы мектепке сын айту, университетке сын айту болмау керек деп ойлаймын. Негізі ол әлеуметтік проблема. Ол отбасына да байланысты. Отбасына байланысты, 60% отбасына байланысты. Отбасына тіпті қазіргі кезде біз статистикалық зерттеулерге жүгінетін болсақ, адам перзент бірінші күн, перзентті өлшемін, вес, салмағы, бірінші күн салмағы, ол келешекте сен мысалы математикадан статистикалық ретінде, әр 100% емес, бірақ статистикалық ретінде сен математикадан қандай баған алуға әсер етеді, мысалы үшін. Сондықтан бүкіл білім беру саласы бір жүйе болу керек, бір жүйе болу керек. Мен енді елестетсек, мысалы мектепке дейінгі білім беру өте маңызды. Біз қазір айтамыз, $1 осы секторға салынған $1, $17 мен қайтарылады дейді. Ал
бала осындай енді білім алып, бірінші сыныпта әр бала түрлі деңгейде болады ғой. Өзіңіз білесіз, иә, сіз балалар түрлі деңгейде болады. Кейбіреулер уже оқиды, санды біледі, мынаны біледі, жақсы қаламды ұстайды, тіпті жазады, иә, жаза алады. Басқалар оны білмейді. Сондықтан осы жүйе, бүкіл бір жүйе, мектептен сіз айтып отырсыз ғой, біз мектеп тарапынан не істей аламыз деген, мектепте мысалы тек реферат болса, осы сыни ойлауды дамытпайтын болса, біз университетке оны қалай енгіземіз? Ол адам 11 жыл бойы тек қана осы жазу, реферат, білмеймін, тек қана осы тікелей жауап берсе, иә, өз ойламай, учебникті қарап, осындай деп айтса, біз университетте оны дамай алмаймыз. Дамыта алмаймыз, иә. Сондықтан енді мен ойымша енді бүкіл біздің білім беру жүйе ол пазл сияқты болу керек. Қазіргі кезде енді надлом бола береді, иә. Надлом бір сектордан басқа секторға өту кейбір балаларға қиын әсер етеді. Сондықтан ол пазл сияқты болу керек, жақсы жүйе болу керек. Айтып жатырсыз Дархан мырза, яғни біз бір жүйе болуымыз керек қой. Мысалға, бұл жердегі жаңа мектепке дейінгі, орта, жоғары буын айтып жатырмыз. Біз жақында мына Олжас Сүлейменовпен сұхбат жасадық. Сол Қытайда өзі 9 жыл оқып келген азамат қой. Сонда былай кісі айтады да, ол негізгі білім алу ордасы ол жоғары оқу орны емес дейді да, балабақша дейді. Қандай жақсы айтады балабақша. Мысалға, мынау шетелде оқып келген азаматтармен әңгімелесіп отырсақ, айтып жатыр да жақында, мысалға олардың балабақшасында дейді, жалпы кәдімгідей мынау Кореяда бір Дижон деген қала бар екен дейді, ғылыммен айналысатын қала дейді да. Сонда балабақшаның балаларын сол жерге алып барады екен. Соны жаңағы зат қалай шығып жатыр, соны көреді екен. Сонда бала қалыптасады ғой. Соған дейін жетеді да, одан кейін оны орта буынға келеді, одан кейін жоғары оқуында Дархан мырза айтып отқан сияқты шынымен де кейде сол екі ортадағы біз үзілістің арасынан бір бала тез бейімделіп кету жаңа нәрсесіне біз ол қойып жатыр. Бір жүйеде болсақ, бәлкім осының бәріне алады. Рахмет, керемет жауап. Мен сіздердің инстаграмдарыңызды қарап шықтым. Толық дейінші. Сіздікін енді қарадым, бірақ постын бітіп қалдым. Дархан мырза көп салады екен, белсенді екен. Енді сіздің мына инстаграмыңыздан. Бірақ сізді бір ерекшелік, сіз қазақша ағылшынша салады екенсіз. Дархан мырза қазақша орысша салады екен дейінші. Осы тұста мен мынандай нәрсені оқыдым да сізден. Ең басты эссе жазу алушылардың түсініктері дейді. Яғни RMIT университетінің профессоры дейді, Триша Маклафлиннің пікірінше дейді, тек тестілеу әдісі арқылы білімді бағалау қауіпті тәсіл деп айтыпсыз. Сол жерде себебі білім алушылардың бойындағы маңызды дағдыларын жете бағалауға мүмкіндік бермейді депсіз. Осы тұрғыда сіз эссе жазуды қолға алыпсыз, иә. Онан кейін бір-екі постыңызды көрдім, өзім эссені тексеріп жатыр екенсіз, өзіңіз студенттердің. Осы бір эссе жазу қаншалықты сіздерге бір жақсы дүние болды? Және бір қызықты эсселер болды ма оқылған сол жерде? Маған осы жер қатты ұнады. Дархан Нұрлан жаңа бір маңызды нәрсе айтты да, бізде университет жай ғана қағаз шығаратын зауыт емес. Университеттің өзінің арнайы функциясы бар. Оның ең түбінде отырған ол жағы тәртіп. Тәртіпке үйретесіз ғой адамды 4 жылдық дағдылар қалыптастыру арқылы. Бірақ одан ең үстінде тұрған ол ойлану және жаңа дүниені жасай алу да, өзің жағда Блумның таксономиясына жүгінетін болсақ. Ойлануға үйрету үшін бізге қандай құралдар керек? Биыл университетіміз өзімізге сондай арнайы жыл деп айттық, академиялық бөлім бойынша бағалауды дамыту, бағалаудың сапасын арттыру, яғни бағалаудың инструменттерін қайта қарау. Мемлекеттік стандарттардың аясында бізге биыл еркіндік берілді. Өзіміздің бағалау жүйемізді енгізе аламыз. Яғни баяғыдай тек тестілеу немесе жадай мемлекеттік диплом жаз деген нәрсе емес, өзіміз таңдап өзіміз ұсына аламыз. Соның аясында да біз қазір жоспарлап отырмыз, осындай адамды ойландыра алатын құралдарды енгізуіміз керекпіз бағалауға. Бірақ соның ішінде ең маңызды құрал біздің қазір көріп тұрғанымыз, ол келешек ұстаздың бойында дамыту, ойлану дағдысы болатын болса, онда ойлану мен оқу, жазу екеуі бірге жүреді. Егер сіз сауатты жазам десеңіз, онда сіз оқуыңыз керексіз. Себебі ол сізге ой тудырады, кітапта алған біліміңіз, кітапты оқу арқылы. Енді мынау одан кейін одан бөлек бізде ораторлық өнер бар.
өте мына шешендік өнер қазақ тілінде айтқанда да сол да қалыс қалып бара жатыр. Соны да қолға алуымыз керек. Егер сол негізгі базалық дағдыларды отырғыза алсақ, келешек ұстаздың бойында мен ойлаймын мықты мамандар шығады. Не оқытсаңыз да ол кісіге ештеңке жадай теріс болмайды, тек жада негізгі бағытты отырғызуымыз керек. Сол ойландырып үйретуіміз керекпіз, ол әрекет жасатып үйретуіміз керекпіз, ойланған кезде сыни тұрғыдан ойланып жүйелі түрде өзінің ойын жеткізуге үйретуіміз керекпіз. Мына аталмыш сайыс өткен жылы университеттік сайыс болды. Биыл институттардың ішінде содан кейін барып университетке шығарсақ деген ойымыз бар. Оған қоса шешендік өнерді де қосып жатырмыз биыл. Қыздарымыздың арасында республикалық сайыс осы 12-сінде өтеді. Бірақ жыл сайын жадай әр семестр сайын осында екі үлкен бағыт бойынша қыздарымыздың аясында дода орнатып жатырмыз. Эссені өзім тексердім. Бізде бір 160-қа жуық қызымыз жазды эссені. 3 әріптес болып тексердік. Профессорлар бар арасында, өзім бар, тағы әріптесіміз бар. Сөйтіп қорытындыға келдім. Өкінішке орай бізде әлі де көп жұмыс жасалу керек. Қыздарымыздың ойларын жүйелі түрде жеткізу үшін жаңағыдай көбірек жұмыс жасауымыз керек екен деген сияқты. Бірақ арасында өте қызықты да әсерлер болды. Көп жағдайда қыздарымыз жаңағыдай не себептен ұстаз болғандығы жөнінде бізбен ой бөліседі да. Тақырыбын сіз ұстаз туралы алдыңыз сол жерде, иә? Не себепті ұстаз болғым келеді деген сұрақ қойылды. Сол бағытта өздерінің жауаптарын алды қыздарымыз. Өте терең әрі қызықты жауаптар берді бізге. Соны риза болдық. Иә, өйткені мен енді жаңағы сіздердің де кейде біз енді әлеуметтік желімен тікелей байланыс болып қалдық қой. Жұмыс барысында кейде ана стористардан, мына салған посттардан көріп отырамыз. Мынау жоба оқығанда мынандай жоба болып отыр екен, мынандай болып отыр екен сияқты. Енді Дархан мырза, сіздің бір инстаграмыңызды қарап шықтым. Сол жерде бір түрде болатын көп дүниелер болды. Мұның ішінде сіздерде бір жақсы нәрсені бастапсыздар, саннан сапаға көшу көзқарасы. Яғни басымдық беріп жатыр екенсіздер. Соның ішінде enrollment management тәсілдерін пайдаланыпсыздар. Осы бір тәсілді бір қысқа нұсқа айтып кетсеңіз. Иә, енді қысқа нұсқа айтып кетсем, салыстырмалы түрде өткен жылы біз 6,5 мың адам қабылдадық. Ол негізі бір университеттің өлшемі. 6,5 мың адам қабылдадық. Өткен жылы мен келгенде 6,5 мың адам қабылдадық. Бірақ енді кейін біз ойлап едік, қазіргі кезде енді 16,5 мың студент бар бізде университет контингенті. Оны қалай дұрыс сапалы білім бере аламыз деген сұрақ, иә. Сондықтан енді біз өзіміздің аудиторлық фонды, өзіміздің финансовый жағдайын қарап, өзіміздің жатақхана мәселесін қарастырып бір шешімге келдік. Біз осы санадан сапаға көшеміз деп. Статистика, формалды отчеттардан гөрі сол сапа деп отқан осы ғой жаңағы. Мысалы үшін, біздің ұбт енді биыл біз өзіміздің университетке кіру үшін деңгейін шектеу балын жоғарылау қойдық, мысалы үшін. Жоғарылаттыңыздар. Жоғарылаттық. Мысалы қанша? Енді қазіргі кезде былай енді нәтижесінде 75 мысалы болса, біз ақылы бөлімдеріне 80% қойдық, мысалы үшін. Сондықтан екінің бірі бара бермейді. Өте дұрыс айттыңыз. Өйткені біз білеміз, бізде оптималды қабылдау 3,000-ға жуық болады деп есептедік. Соны біз 99% осы орындадық. Жақсы, яғни жоспарымыз өте жақсы болды. Сонда біз біріншіден енді осындай ұбт балын жоғарылаттық. Кейбір мамандықтарға әсіресе енді көп алдық өткен жылы. Биыл біз қалай ойладық? Біз оларға қалай сапалы білім беру үшін бізге осыншама көп талапкерлер керек емес деп айттық. Сондықтан біз оны көтердік, мысалы. Рахмет. Жақсы, рахмет. Енді осы бір мен сіздерге не алатын кезде мен осы шетелдің жоғары оқу орындарын қарадым, мысалға да. Енді андай неді болмасында, ондай болмасында ұсап бақ дейді. Абай атамыз айтады, біз енді десек те соларға тырысамыз ғой. Гарвард сияқты, Кембридж сияқты болайық дейміз ғой. Енді соған жететін шығармыз бұйырса. Мен мынандай бір қызық статистиканы оқыдым осы тұста. Жалпы былай анау
Рауан Кенжеханұлы деген бар, қазір білім лендтің несін. Біздің түлегіміз ба? Иә, сол кісінің мен бір қызық постын оқыдым, соны сіздермен бөлісейінші. Жалпы дейді, танымал Гарвард университетінде дүниежүзіндегі ең қабілетті студенттер оқыту үшін әлемдегі ең мықты мамандарды жинайды. Олардың сапалы жұмысына қажетті барлық жағдай жасайды. Мұнда ондаған Нобель сыйлығының лауреаты жұмыс істейді. Университеттің жеке қорын 50 миллиардтан аса қаражаты бар екен. Бірақ осындай мол мүмкіндігі бар білім ордасында бар жоғы 6000 студент қана оқиды екен. Себебі қазіргі әлемдік білім беру жүйесі эксклюзивті логикаға құрылған дейді. Мүмкін тағы да мынандай бір нәрсені айтайын, сіздерге ағылшынша айтайыншы. Dear world, the people who arrive in this city change Cambridge. The ideas who live this city change world. Yours Cambridge. Енді осы тұста мен мына нәрсені қарадым да, енді сіздердің ерекшеліктеріңізді, енді осы бір сізді бітіріп шыққан студенттер нені өзгертеді? Мына мен оқып отырмын да, бір осындай біздің дүниеміз болып жатса, мынаны университет, мына университетте біз айтып жатсақ, мен қуанамын да. Мынаны оқып отырып, мен сіздермен бөлісейінші дедім да. Осы дүние сіздердің пікірлеріңіз маған қызық болып тұр. Гарвард жөнінде айта кетсек, енді Гарвард ол біз осы әңгіменің барысында айтып кеттік қой, Стив Джобс деген. Ойларымызды қысқа нұсқа қайыра берейік. Біз мұғалім болғандықтан 45 минуттан асырмаймыз. Жаңағы мен мына жерде сұрап жатқан нәрсем, бұл жердегі мына ағылшынша жаңағы Yours Cambridge дейді ғой, енді Yours Абай University десек, ол не болады екен сияқты. Жоқ, әр университет өз миссияны білу керек. Әр университет өз миссияны біліп, сол миссия бойынша жұмыс істеу керек. Мен Абай университеті Гарвард емес. Менің ойымша енді Гарвардтан жақсы университет. Вау! Жоқ, мен ол 100% оған сенемін, өйткені Абай университетінің миссиясы осы біздің еліміз үшін жұмыс жасау. Біздің еліміз үшін сапалы, күшті, мықты маман. Элиталар дайындау дейсіз ғой, мықты педагогтар. Мүмкін элита емес, бірақ ең мықты мұғалімдерді ауылға бағытталған мұғалімдерді басқа бүкіл Қазақстанға таратылады, біздің түлектеріміз. Олар өте маңызды жұмыс істеп жатыр. Әр бала үшін, әр қазақстандық ұлы іс жасап жатыр. Мүмкін олар үлкен ғылыми жаңалықтарды ашпайды, бірақ олар мектепке барып сапалы сабақ береді. Рахмет. Біздің жағдайда біздің миссиямыз біріншіден біз ұстаз дайындап жатырмыз, екіншіден біз қыз балаларды оқытып жатырмыз. Сол себептен орталық Азияда біз сияқты университет жоқ. Басқа орта Азиядағы елдер ондай қыздарға арналған университеттерді жауып тастады. Біз әлі ұстап отырмыз. Біз үшін өте маңызды. Ол біздің мемлекетіміздің дәрежесіндегі бренді, бүрсіппен айтқанда, қыз балаларға деген біздің қоғамымыздың қарым-қатынасы. Біріншіден басқа университеттерге қарағанда бізде шәкіртақыға осы тамақ төленеді. Сонау 44 жылдан бері қыздарымызға арнайы жағдай жасалған. Яғни қоғамның қыз балаға деген құрметі, бүрсіппен айтқанда. Екіншіден біз ұстаз дайындап отырмыз. Жаңа Дархан Нұрлан айтқандай, біздің миссиямыз ана жерге барып, мектепке барып, жұмысын адал істейтін, алдында отырған оқушысына адал еңбек етіп, соны адам қылып өсіретін, тәрбие беретін, екіншіден сол отырған мектебі мен қоғамын өзгерте алатын мұғалім дайындау біздің ең басты миссиямыз. Әдемі, рахмет, керемет жауап. Енді біз сізде педагогика айналысып жатқан болғаннан кейін бәріміз осы бір ұлы іс жасап жатырмыз ғой, әдемі жауап беріп жатсыздар, дұрыс айтасыздар. Бізде өзіміздің мына қыздар университетінің брендін қалыптастырып жатсақ, Абай университетінің брендін қалыптастырып жатсақ, онда мен айтамын, біз әлембізбен санасатын шығар. Бәлкім сол күнге жетейік. Рахмет. Енді қазір мен сіздерге былайынан бір 2-3 сұрақ қоямын, қысқа нұсқа. Жалпы еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, білікті маман дайындауда алдыңғы қатарлы университет болу үшін бірінші кезекте жоғары оқу орнында неден бас тарту керек? Коррупциядан бас тарту керек. Жемқорлықтан бас тарту керек, мүлдем 100%. Тағы үш нәрсе айта беріңіз. Тағы да? Сіздің ойыңыз қалай ойлайсыз? 100% тесттен бас тартуымыз керек. Біз бас тарттық уже, қазір 50% ғана тест, қалған енді 40% жазу, 10% басқа ауызша, басқа проектный жұмыстар болады. Тағы үшінші, енді
біз кішкене пинг-понг жасайық иә. 100% келісемін. Дархан Нұрланмен жемқорлықтан арылу ең басты біздің миссиямыз. Екіншіден ол академиялық адалдық. Әрбір студентіміз, әрбір профессорымыз біреудің ойын көшірудің заңға қайшы екендігін, моральға қайшы екендігін түсіну керек, тереңнен түсіну керек. Сол кезде бізде жемқорлықта жойылады деген менде ой бар. Деген дүниеге айтып жатырсыз. Иә, біреудің ойын рұқсатсыз көшіруге болмайды деген дүниеге біз үйреніп, соны тереңнен отырғызуымыз керек ұстаздардың бойына. Өте керемет, рахмет. Екінші, жоғары оқу орнында табысты болу үшін қазіргі заман ұстаздары қандай дағдыларға ие болу керек? Енді 4К дейді ғой, компетенция. Сыни ойлау. Сыни ойлау, ана топта жұмыс істеу. Зерттей алу. Иә, зерттей алу. Әсіресе осы топта жұмыс істеуді мұғалімдерге бірінші курстан бастап үйретуіміз керек. Өйткені ертең олар топ болып, ұжым болып қана жұмыс істей алады. Бірақ топта жұмыс істеуді де абайлау керек, әйтпесе басқа нәрсеге алып кетуі мүмкін деген тағы да көзқарас бар ғой. Бірақ топта жұмыс істеу өте маңыздылардың бірі. Соның ішінде төртіншісі ол белсенділік, әлеуметтік белсенділік. Оны сіз көшбасшылық десеңіз болады, ол бастамашылық. Сол бір қоғамға деген мынандай жанашырлықпен қарау, өзінің еліне деген жанашырлықпен қарау, сол мен ойлаймын қоғамдық активизмнен, белсенділіктен басталады деп, соны да біз үйретуіміз керек сияқты. Рахмет. Біздің мына соңғы сұрағымыз болсын. Осымен біз немізді аяқтап қалдым деп ойлаймын. Қазіргі білім жүйесінде сіздерді қатты алаңдататын мәселе? Қатты алаңдататын мәселе, мен жеке ойым, осы білім беру саласына адамдардың көзқарасы. Әсіресе енді бір жақсы бар ғой сөз, балалармен жұмыс істеуінде ең қиын олардың ата-анасымен жұмыс істеу дейді. Сіз өзіңіз директор болдыңыз. Вот осымен мен кішкене енді білім беру саласына әлі де енді сенім бар болу керек. Осы мәселе сізді қатты алаңдатады. Көпшіліктің енді білім беру саласына көзқарасы мені алаңдатады. Рахмет. Мені алаңдататын ол популизм. Көп жағдайда Дархан Нұрлан айтқандай бізде тырнақтың астында кір іздеп отырамыз да, қаншама жасалған еңбекті жойып жібереміз да, сөйтіп сол кірді көріп, соны барып түсіріп, соның негізінде рейтингтарды көтеріп, соған ұмтылатын өкінішке орай қоғамда адамдар көбейіп кетті. Оны блогер деп айтасыз ба, оны басқа деп айтасыз ба, өзіңіз білесіз. Өзіңіз білесіз. Бірақ дегенмен де бұл біздің бәріміздің мекеніміз ғой, отанымыз. Бәріміздің мақсатымыз бір. Сол себептен егер бір кемшілік көріп жатсақ, сол кемшілікті жай көріп жатырмын, міне барлығы жаман, түксеп жатқан жоқ дегеннен гөрі тереңірек үңілсек, қайдан пайда болды ол кемшілік, қалай біз оны жоюға тырыса аламыз, не істей аламыз жөндеу үшін деген сияқты да. Барлығы дұрыс, соған одан да жақсырақ болу үшін қалай әрекет жасай аламыз деген сияқты перспективадан қарасақ, мүмкін біз хайппен, популизмнен айырылатын шығармыз. Мүмкін тереңірек сыни тұрғыдан ойланып, бір-бірімізге жандай жақсылық жасап, қоғамымызды алдыға қарай жылжыта алатын шығармыз деген үмітім бар. Рахмет, керемет. Өте орынды айтып жатырсыз, Гүлмира Әмірханқызы. Мен осы жақында ата-аналар жиналысын өткізіп жатырмын, күнде өткізіп келе жатырмыз. Сонда осы бір мен кемшілік деген дүниені бір экранға шығарып қоямын да, осы туралы әңгімелесем. Шын мәнісінде мен де айтамын да, кісілерге айтамын, қазір бір көлігіміз мына жерде жыртылып тұрса, айтамыз ғой, ана көлігің жыртылып қапты деп, ана ел көрмесін дейміз ғой, дұрыс па? Сол сияқты біріміздің айыбымызды көріп жатсақ, біз жарияламайықшы деймін да, сонымен хайп қумайықшы деймін да. Ол қанша жыл еңбек етіп жатыр, бәлкім білмей кетіп қалған шығар, ол жүйелі түрде болса, ол жазасын алады. Егер ол жаңағыдай аяқ астынан болып қалып жатса, не үшін біз қоғамға жамандықпен жарысамыз деймін да, одан да жақсылықпен жарысайық. Сіздің жаңа ғалымдарыңызбен, сіздің ғалымдарыңызбен әдіс тәсілмен мақтанайық, елге көрсетейік, сонда біз қоғамымызда бір дұрыс көз қарас қалыптасар. Ол біздің сіздің қолымыздан келмейді, оны қоғам болып, жаңағыдай ата-ана болып бәріміз атсалысып жатсақ, бәлкім біздің әлеуетіміз дұрысталар, біз болашаққа жақсы қадам басармыз. Дархан Нұрланұлы, Гүлмира Әмірханқызы, сіздерге алғысым шексіз. Дән ризамын. Жалпы сіздердің көңілдеріңізден шықты ма? Сізге үлкен рахмет. Дұрыс сұрақ қойдым ба, сіздердің көңілдеріңізден шығатындай? Көп рахмет. Иә, мен де көңілдеріңізден шықса болды. Біз енді мына елдің
осы бір қоғамда жүрген сұрақтарды мүмкіндігінше көтеруге тырыстым. Әйтеуір өйткені ақпарат берілген сайын, ақпарат алынып жатса, көп сауалдар бәлкім осы бір құралдар арқылы өзінің қанағаттандырып жатса, мен ойлаймын, жаңа қоғамдағы көп дүниенің алдын ала аламыз деп. Сондықтан да бұл осы бір құрал, бұл подкаст деген. Сондықтан да бұл мектептердің арасында жасалып жатқан алғашқы жоба. Осы бір енді бірінші осы жоғарғы оқу орындарымен жасалып жатқан алғашқы бір түсірілім. Сондықтан бір осы түсірілім енді бұдан ғана бітіп қалмасын деймін. Бұйырса біздерді де шақырыңыздар, сіздердің подкасттарыңызға дейінші. Сондықтан оқушыларымыз да барсын, мұғалімдеріміз де барсын, осындай бір коллаборация болып жатса, мен бір қуанамын оған. Сондықтан сіздерге дән ризамын, рахмет. Болашақта сіздер дайындаған студенттер әлемнің мойындататын студенттер болсын, біздің шәкірттеріміз сіздердің сындарыңызға бәріне дайын болсын дейміз. Келгендеріңізге үлкен рахмет айтамын, алғыс айтамын. Құрметті оқырман, біз бүгін осымен түсірілімімізді тәмамдаймыз. Енді келесі түсірілімімізді бұйырса жақын арада болады, бірақ дегенмен де сіздерден әрине өтінеміз, сұраймыз, осы бір жақсы дүниені бөлісіңіздер, таратыңыздар. Өйткені жақсы тақырыптар көтерілді, жақсы мәселелерді айттық. Бұл тек қана сіздердің игіліктеріңіз үшін жасалып жатқан дүние. Осыдан нәтиже болып жатса, өздеріңізге пайдалы болып жатса, біз тек қана қуанамыз. Амандықта, саулықта болыңыздар.